бір ата-ананың маған сөзі қатты өтіп кетті да. Балаң кішкентай ма, жұмыс жаса, жаңағы баланы қой жұмысты сылтауратып, баламен жұмыс жасамаймыз ғой. Көп болса 2 жыл, 3 жыл жұмыс жасарсың, балаңның жасы 4-ке 5-ке келгенде ауру баланы өмір бойы бағасың деген. Барлық нәрсе ата-анаға сынақ болып келеді да. Біздің қазақтар ренжімесін, енді қазақтар дейтін себебімді еріншектік ауру тудырып тұр, бірақ жасырып ұстайтын еді үйінде, топқа қоспайтын еді. Баланы бар орталыққа демеймін, тойға да апарыңыз, қысылмаңыз, баланы жасырмаңыз, бала көрсін, адамдар өлең айтады екен ғой, мынаны ұстасам күйіп қалады екен ғой. Екінші балада қайтадан осы анализбен көтеретін болсақ, одан да бетер бала туады да. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Алихан Бөкейхан. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, жазылушылар. Жалпы біздің YouTube, Instagram арнасының, Адай Клаб арнасының жазылушылары, көрермендері. Біз бүгін кезекті подкастымызды бастағалы жатырмыз. Және де бастамас бұрын әрине дәстүр бойынша біздің демеушілерге рахмет алғысымызды айтып кетеміз. Ол Soft Coffee, Адай Клаб парақшасының әрине жазылушылары, қолдаушылары, сіздерге ерекше рахмет. Және де бас демеушіміз Софистрой. Енді жалпы бүгінгі тақырыбымыз, осы тамаша қарындастарымыз келіп отыр. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы қоғамда қазір ерекше, былай айтқан, назарда болуы қажет болған тақырып. Бұл балалардың аутизм, ЗПП дейді, ЗПР дейді, осы бағытта өрбейді. Жалпы енді ең бірінші осы арамызда қазір дәрігер келіп отыр. Мен жалпы бір-бірден таныстырып өтейін. Ақшолпан Камаладинқызы, дәрігер, ВОП дейміз ғой, одан кейін Асем Андрей қарындасымыз, кәсіпкер, қоғамда жалпы белсенді азамат. Бүгінгі осы тақырыпты белсенді қозғап жүр. Одан кейін Сағадат Рақымқызы, жалпы осы мәселеменен тікелей беттескен ата-ана ретінде. Енді алғашқы сұрақ, жалпы аутизм деген не? Сол қысқаша түсінікті болу үшін біз қандай тақырыпты қозғаймыз? Оның түрлері бар ма, қандай бар, қандай ерекшелігі бар? Саламатсыздар ма, барлық оқырмандар, барлық халық жанашырлары. Аутизм диагнозы. Аутизм өзім деген сөзден шыққан. Яғни бала өзінен өзі ортаға бала кірмейді, өзіне өзі тұйықталып қалу. Әлемі өзінде болып, өзіне арнайы бір шарик болады, ол шариктің ішінде өзінің әлемін құрастырып алу. Өзім деген сөзден шыққан. Ең алғашқы аутизм деген 1942 жылы анықталған, Лео Каннер деген. Енді бұл аутизмнің әкесі десек те болады, Лео Каннер деген. Ең алғашқы аутизм бұл холодные родители деген атаумен анықталып кеткен. Әртүрлі зерттеулер жүргізіліп, яғни ата-ананың қарамағынсыз қалған бала деп. Қазіргі таңда оны жоққа шығарып жатыр, әртүрлі многофакторный ауру ретінде қарастырылып. Аутизм дегеніміз қазіргі таңдағы барлық кеш қалуды, баланың кеш қалуын, атына қарамауын, немесе баланың стереотипный, яғни бір істі қайталай беруін аутизмге санайды. Аутизм расстройство аутистического спектра деген үлкен топтың құрамындағы баланың өзінен өзі жабылып қалатын әртүрлі симптомдарын айтып кетеміз, әртүрлі сол симптомдары бақыланатын бір ғана ауру. Ал сіздің айтып отырған ЗПР, ЗРР дегеніміз жай ғана белгілері. Оған арнайы тоқталып кетерміз. Аутизм деген, яғни баланың өзіне өзі жинақталу, жабылып қалуы деген мағына ғой, өзім деген. Өзінің окружающий, өзіне әлем тудырып алуы. Рахмет. Жалпы мен енді аутизм туралы аз кем білеміз ғой, қоғамда жүрген соң. Сонда бір білгенім, оның жаңа себебі туралы әлге дейін ғалымдардың арасында да, енді жай қарапайым арасында ол белгілі пікірталас көп. Ғалымдардың өздерінің арасында бірнеше жаңа версиялар айтылады, және нақты мынадан деген сияқты бір несі жоқ дейді да, белгісі жоқ дейді. Яғни осы туралы қалай ойлайсыз? Жалпы негізгі себептері бір зерттеулер, бір нәрселер жалпы болды ма мысалға? Арнайы зерттеу жүргізді деп айта алмаймыз. 1946 жылдан бері ең алғашқы неміс және ағылшын ғалымдармен
диагностические қалай айтамын, диагностикалық стратегиялық руководство құрылады. Арнайы осы диагноздар бойынша. Себебінің ішіне барлық фактор жатқызады. Ең негізгі фактор жаңағы Лео Каннер сияқты анасын алады. Анасының жүктілік кезінде яғни жүктілік алдындағы дайындықтың болмауы, анасындағы жетіспеушіліктердің нәтижесінен баланың осындай кеш қалып не келуі деген сияқты кешігулердің болуы. Сонымен қатар генетикалық фактор дейді. Генетикалық бұл кезіндегі ата бабамыздың, біздер 7 атаға дейін айтамыз, бірінші ата өзіміз 100 болсақ, бізден кейінгі 50, одан кейінгі 25, 15, 05 деген сияқты 7 атамыздың арасында болуы мүмкін. Генетикалық фактор ең негізге алып отырған. Сонымен қатар қазіргі таңдағы мына углеводтың, көмірсудың көп қолданылуы дейді. Көмірсу сахар ғой, сахар, қант миға кері әсерін беріп, қант мына тамырлардың ішін бір-біріне слипаться етеді, жабыстырып тастайды. Сол үшін миға анасы жүктілік кезінде сахарды көп жесе, қан арқылы балаға барып, баланың миындағы тамырлар жабыстырып тастайды дейді. Сол арқылы баланың миында оттегі алмасуының бұзылуы да себепке жатады. Айта берсек, себеп өте көп. Қазір ата-аналар да өздерінің себептерін айтады. Себеп өте көп. Себепті іздесек, бір себеп емес. Қазір менің айту барысында әрбір ата-ана жазып кетуі мүмкін комментарийға. Менде мынау болды, мынау болды. Бір ата-ананың, бір баланың өзінде кемінде 100 себеп болады. Сондықтан мынау деп түртіп алу мүмкін емес. Зерттеулерге келетін болсақ, арнайы зерттеулер ең алғашы неміс дәрігерімен жүргізіледі. Неміс дәрігерімен жүргізген уақытта цифровой дамумен байланыстырады. Ненің дамуы қазіргі цифровизация дейді ғой. Телефон, гаджеттердің дамуын. Сол кезде қазақтар ренжімес, енді қазақ, өзім де қазақпын, бірақ қазақтар соңғы күні өте өршіп кетті дейді. А бізде статистика жоқ. Бұл баяғыдан бар. Бірақ қазақтардың біздің менталитетіміз жақсы еді. Құммен ойнаймыз, мелкая моторика. Ағашқа өрмелейміз, крупная моторика. Ал қазір барлығымыз тек многоэтажный үйге кетіп қалдық та, балада ешқандай даму жоқ. Гаджет заманның кесірі. Үлкен, бұл зерттеуді 19 ғасырда неміс ағылшын ғалымдар анықтап кетті, ал қазіргі уақытқа дейін сол созылып келе жатыр. Цифровизацияның дамуы баланың дамуына кері әсерін береді дейді. Ең негізгі фактор. Түсінікті, рахмет. Енді мында жаңа бізде жалпы осы мәселені көтеріп жүрген Әсем қарындасымыз да. Жалпы бұл мәселені былай кең көлемде ауқымда енді көтеріп жүрсіз ғой. Не түрткі болды жалпы? Қайдан басталды бұл нәрсе? Жалпы қайырлы күн барша оқырмандарға. Қайырлы кеш сіздерге де. Сұрағыңыз өте орынды. Жалпы дәл осы балам негізінен барлық нәрсе ата-анаға сынақ болып келеді. Біреуде баламен деген сияқты, дәл осыға мен де тоже баламмен келдім. Балам негізінен сау туылды. Дегенмен де жаңағыдай айтқандай аяғым ауыр кезде грипп болдым 12-ші аптасында. Яғни сіздің де балаңызда осы нәрсе ЗПР болды. Атына қарамайды, жаңағы дәрігер ханым айтып жатқандай, машинаны тек бір жерде қозғалтады былай да. Мысалы былай ойнау жоқ, барлығын бүйтіп ретімен қояды. Сосын бір жерден айналады. Жалпы айтылып жатқан нәрсенің барлығы сондай ең бірінші невропатологқа барған кезде соның барлығын айтқан кезде мен жыладым кәдімгі дейді. Себебі менің баламның бүткіл қылығын сөйтіп айтып берді. Содан біздер осы Жаңаөзенге бір дәрігерлер шақыртқан болатынбыз. Негізгі себеп болған осы Сағдат деген келіншек. Маған үнемі жазып отырады, балаңа нан берме. Жаңағы айтқандай глютен, мысалы болады ғой, біреулер ойлайды, ой, олар ақшасы бар, сол үшін істей алды деген сияқты да. Ал мен баламмен 2 апта жұмыс жасадым, 2 аптада результат деген енді масқара болды ғой. Аны деген атына қарамайтын бала, жұмсағанда бармайтын бала да. Бір жағынан менің де қателігім,
мен жолдасым екеуміз де кәсіпкерміз, таңнан кешке дейін жұмыс деген сияқты. Сосын бізде няня болды, көмекші қызым үнемі дайындап қояды. Жаңағыдай жұмысқа барамыз, келеміз, үйде дайын тамақ зат ішеміз, далаға шығар деймін да, қайтадан жұмысқа кетіп қаламыз түнгі 10-11-ге дейін. Солай 3 айымнан бастап қасыма тасып жүрдім. Ол біріншіден, екіншіден үнемі нан жейді, үнемі пирожки жейді, жаңағы магазиннің соғы, барлық керек емес нәрсенің барлығын біз балаға беріп, мен улап алған екенмін. Балам сау болып толды. Жалпы бізде сары да болды. Оның барлығын айтатын болса, жаңағы анамның денсаулығынан бастап, менде анемиямен тұрдым учетта. Енді железаны тексеріп қарағанда 1 болып тұр ғой. Менде ол кезде қанша болғанын білмеймін. Соңғы осы 23-тің октябрінде мен осылай өткен кезде бүткіл анализім төмен да. Қазір көп ата-аналарға айтқым келеді осылай. Бірінші балада енді ладно білместік болды да, бірақ екінші балада қайтадан осы анализбен көтеретін болсақ, одан да бетер бала туылады да. Сондықтан да өзімнің баламды осы 2 аптада шығарған жолым жаңағыдай қазақтың кәдімгі майы, өзіміздің құйрық май, сүйек сорпасы 24 сағатқа қайнатып сүйек сорпасын бердім қарынға. Кәдімгі өте жеңіл жолмен жүрдім. Балам деген 2 аптада атына қарады, жұмсаған затта барды. Даже указательный палецке менікін қолданатын еді. Өзінің қолын қолдану керектігін білмейді бала. Менікін алады да, мынаны алып бер. Солай даже ымдап түсіндіретін бала, уже тамақ, жейм, әкел, берш. Өте қарапайым жолмен шықтық. Сондықтан да мен осылай оқырмандарыма бір негізінен маған да өте қиын болды 300 000 оқырманның алдында осындай баламды өстіп жариялап айтуда. Дегенмен де мен сияқты ата-анаға мүмкін көмек тиерден. Үйде күнделікті стористе салып отырамын. Мысалы, жолдасыма кәдімгі макарон беріп жатамын ба, балама андай қатты сорттан беремін, оны қайнатып беремін, майға емес та. Сондай бір жеңіл жолмен баламды алып шықтым. Жалпы осы жолға алып келген менің балам. Дұрыс тамақтануға, жалпы бұрынғыны біз айтады ғой, даже колбаса да қазір пайдалы емес, мысалы, қазы, барлығы өзіміздің қарапайым бұрыннан қолданып келе жатқан нәрсемізді ары қарай қолдансақ, онда баламызды осындай жағдайға келмейміз да. Біздер нанды береміз, бұрындары мысалы біздің кішкентай кезімізде 1 буханка алып қояды, 1 күнге бәрі жететін еді, кусок жейміз. Қазір бір обедке отырған кезде 2 буханка свежий келсе, мысалы да, нан келсе, сразу жеңіп кетеді барлығы да. Ол біз баланы қаншама тамақпен біз баланы улап жатырмыз. Даже күріш, жалпы ата-ананың көбісі андай қылады да, мысалы дұрыс тамақтануға келдісің ба, ой ол қымбат, ой ол бірдеме, солай бүйтіп ысырып тастайды да. На самом деле, мысалы күріштің де сәл қымбаттау болса да балаңа пайдалы түрі бар да. Сен хоть магазиндегі чипсіңді ысырып таста, балаңа қолда мысалы нут деген бар ноқат та, соны деген мысалы сонымен чипс жасап береді. Ата-ана мүмкіндік өте көп, бірақ біз сылтау іздейміз. Түсінікті. Енді жаңа әңгіменің барысында Сағадат деген келіншек деп айтып қалдыңыз ғой, қарындасымыз арнайы ата-ана ретінде келіп отырсыз. Сіздің де жалпы ақпаратыңызбен бөлісе отырсыз ғой, жалпы. Мен деген дәрігер Ақшолпанға тағы да бір қосылып кетейін деп едім. Жаңа цивилизация деп айтып жатыр ғой, сонымен бөлек бізде тамақ проблемасы да. Өйткені біз осы уақытқа дейін, жалпы 20 ғасырға дейін барлығымыз дұрыс тамақтанып келді ғой, біздің ата-бабаларымыз. Ал уже 21-ден кейін бізде өмір салты өзгереді, шетелдерге еліктейді. Біздің уже өзеннің өзінде қаншама фастфуд магазиндер бар, фастфуд жағы көбейеді да. Дұрыс тамақтанбағаннан кейін балаға тежелуге алып келеді, жаңа кешігуіне. Жалпы статистиканы салыстырып жатыр, неге шет елде ондай көп, кезінде көп болған, ал біздің Қазақстанға не үшін енді келіп жатыр дегенде, өйткені олардың тамақтануы бұрыннан дұрыс емес. Например, коланың өзін қай жылдары ойлап тапты. Американдықтар бұрыннан 20 ғасырдан бері ішеді ғой оның барлығын. Ал бізге осы бір 20 жылдықтарда келген шығар деп ойлаймын да, 21 ғасырдан кейін. Сол үшін тамақ қатты рөл ойнайды. Адамның арқауы дейді, ауру астан дейді. Соның барлығы соған келіп тіреліп тұр ғой. Содан кейін жаңағы Әсем айтып жатыр ғой, мен көзімді ашты деп та. Белгілі бір дәрігерді шақыру керек болдық. Өзім баламнан жақсы результат көрген дәрігерді шақырайық деп ұсындым. Қолдаған бір кісі де болды, ол кісіге де рахмет. Сөйтіп қолдап сол дәрігерді шақырдық. Енді адам аудитория жинауға да Әсемнің да көмегі керек болды бізге. Сосын Әсеммен кездестік. Сол кезде менің бір айтқан сөзім бар. Простой СДВГ баланың өзінен ертең болашақта 50% зависимый адам шығады деп.
кәдімгі простой СДВГ дегенді түсіндіріп айтып жіберсеңіз. СДВГ деген синдром дефицит внимания и гиперактивность деген да. Ол ешқандай баланың деген тежелуіне алып келмейді. Ол бала сөйлейді, ол бала кәдімгі адам құсап өмір сүреді, оның просто зейіні тұрақсыз и гиперактивный бала да. Например, біздің деген мектептің кезінде бір гиперактивный балдар отырады ғой, сабақ оқымайтын, артқы партада апай қой десе де қоймайды, жыбырлап бүйтіп отыратын вот балдар болды да. Солар кезінде СДВГшник балдар. Енді сол кезде мен айттым да, простой сөйлемейтін СДВГ баланың болашағы бір 50%-тен кейін орта жасқа келгенде олар зависимый болады. Неден зависимый болады? Олар нашақорлыққа кетіп қалады, өз-өзін психически өздерін бағындыра алмайды да, араққа тәуелді болады. Одан бөлек жаңағы не қазіргі шығып отырған құмар ойын бар ғой, оның барлығы психикалық ауру ғой. Алдында сіз де талқылап өттіңіз оны. Ол психикалық ауру, адам өз-өзін жеңе алмайды. Вот соның барлығы кезінде емделмеген СДВГ-лар. Жартылай махаббатқа тоймаған бала ғой, қарапайым тілмен айтқанда да. Ол махаббатқа емес. Мысалы, бір сөзінде Әсем қарындасымыз айтып қалды, менде көмекші қыз болды, баламды қарады деп. Ол да бір өзінің бір кері әсерін тигізді деп ойлауға болады. Сол кезде мен оны бауырыма басу керек едім да, ал мен уже жұмыс деп оны сәл былай. Мына негізі бар ғой, мына ойланатын нәрсе негізі шынымен де біздерге, біз кейде ойлаймыз, осы баланың қарны тоқ болу керек, көйлегі көк болу керек деп те. Негізгі мәселе ата-ананың балаға деген махаббатына тойып өскен бала болу керек та, негізі. Осы фактордың өзі, былай айтқанда, денсаулығының былай сау бала болуына үлкен роль ойнап тұр ғой сонда. Айналып келген соған келеді. Ата-аналарда даже мынандай ғой, слишком гиперактивный баланың өзін, ол деген кішкентайынан өзі сондай пысық сөйтеді. Ал баланы біз біз бұндай балдармен кішкене бірге жаңағыдай жұмыс жасағандықтан байқаймыз ғой. Ал ол бала даже бір жұмысты до конца бітірмейді, ол да соңына дейін апармайды да. Ата-ана оны көрмейді. Главное, жақсы қозғалды, андай былай шымыр деп айтады ғой біздерде да. Сондайға балайды да, бірақ бір жұмысты даже до конца істемейді бала да. Сөзімді жалғастырайын. Енді қараңызшы, жай ғана СДВГ-ның соңы сондайға алып барады. Ал ЗПР, аутизм балдарының соңы неге алып барады? Біз білмейміз ғой. Жақсы, ол дәрігерді таптым мен, баламен үйде 24/7 жұмыс жасап, бір жылдың ішінде жақсы результат көріп, мен өзім баламды нормаға шығарып аламын. Нормаға шығарып алдым. Аллаға шүкір, әуелі Алла ғой барлығына. Содан кейін барып жақсы Әсем менен көреді, ол нормаға шығарып алар. Сөйтіп бірнеше ата-ана нормаға шығарар, ал шықпаған балдар не болады? Олар біздің балдарымызға зиян тигізбеуге кім кепілдік береді? Үкімет кепілдік бере ма? 20 жылдан кейін ата-ана болған мүмкіндік бере ма? Білмейміз ғой. Біздің қазіргі балдар уже қоғамға ертең қосылмаса, ол үлкен қауіп. Мен қорқам оны елестетуге. Құдайдың өзі кешірсін да, бірақ мен қорқам, ол балдарды мен болашақта қалай елестетем деп. Сосын осы сөзім Әсемге қатты өтіп кетті білем. Содан бірден уже адамдарды жинадық. Сонда біз деген жаңағы үлкен дәрігер шақырып істеген ұйымдастырдық қой. Сонда келгені 100 ата-ана. Ол какой-то бір проценті өзіндегі. Оның ішінде қаншамасы жұмыс жасайды, жасамайды дегенде сұрақ бар. Сонда ол какой-то 10%, қалған 90% ата-ана балдарын үйде кілттеп ұстап отыр да. Вот сол үшін осындайда бір ата-ана өз баласынан ұялады. Далаға шығаруға ұялады, сау балдарын алып шығады, біреуін бүйтіп сыртынан жаңа айтып кеткендей қамап қояды да. Негізінен ата-ана баланы мойындамаса, онда одан бар ғой нәтиже шығу. Ең үлкен қиындық дейді да, осы мен жақында бір осы тақырыпта бір қозғаған интервью тыңдадым. Осы дәрігердің. Ең үлкен проблема дейді, сол баланың ата-ана дейді, сол баланың сондай екенін мойындау дейді. Себебі мойындамайды дейді. Кәдімгі ана дәрігердің өзіне боқтап кетеді дейді, неше түрлісі бар дейді, жаңағы сен не айтып отырсың деген сияқты, ана мойындау керек дейді да. Мойындағанда да, мысалы, 1,5 жасында мен жаңағыдай дәрігер айтқандай бір орында ойыншықпен ойнау деген нәрселерін айтты. Мен қабылдадым баланы да, типа қабылдадым. Бірақ ана баламен жұмыс жасаған жоқпын әлі тек. Сосын ата-аналардың ең күшті бір мынандай нелері бар. Жаңағы
осындай орталыққа апарайын десе ата енем жаңағы неғылмайды, мысалы жаңағыдай дәрігерге апаратын болса ата енем рұқсат етпейді, немесе просто так орталыққа апарады да ақшасы бар ата аналар да өзі жұмыс жасағысы келмейді. Мысалы қазір бізде бір орталық бар, жаңағы Сағдат сол жақта жұмыс жасаймын деді ғой, ата ананың үйдегі тамағына дейін түсіріп жібереді, күндегісін үйде жұмыс жасағанын түсіріп жіберу керек, отчет алып отырады да. Ал кейбір ата аналарға ондай ұнамайды да, одан да андай орталыққа қосып жіберейін, солармен бірге өсіп кетеді дейді. А ол бала вообще басқа әлемде жүрген баланы барады да сау балдардың ортасына қосады, но бірақ одан күшті нәтиже күтеді. Оны мысалға біз өткізіп алу қауіп мәселесі да, осы жерде дәрігерге сұрайыншы. Мысалға біз қазір қай кезде кешігіп қалуымыз мүмкін? Мысалға бір симптомдарын байқадық, содан әрекет жасамай, мысалға жүріп қалдық, енді айтып жатыр ғой, әртүрлі себеппен мойындамайды, тағы бір деме деп. Қай уақытқа дейін бізде кеш болмайды? Осы тұста айта кеткім келеді. Егер расымен де сіздер ерекше баланың анасы болсаңыздар, ата анасы болсаңыздар, баламды 1 жасында байқадым, 2 жасында бастадым, 1 жасында байқадым, 5 жасында байқадым дейтіндер бар. Бір жағынан материнский инстинкт бар. Ата ана баласы қашан дайын екенін өзі біледі. Менің баламның 1 жас 1 айында байқадым, 1000 жерден садикке берейін, ми созревать етпей, балада ешқандай результат болмайды. Мен баламның 1 жас 7 айынан бастадым, результат көріп бастадым. Материнский инстинкт, жаңағыда айтып отырғандай, сіз 9 айында байқаңыз, 1 жасында байқаңыз, 5 жасында байқасаңыз да, сол уақытта байқап жұмыстансаңыз да кеш болмайды. Ешқашан ертелі кеші жоқ. Себебі все зависит от мозга. А мидың созревать еткенін тек қана ананың жүрегі сезеді. 1000 жерден аты не, ерте бастағанымда ғой, өйтсе ғой, бүйтсе ғой дейді ғой. Аты не, бұл арада преграда емес. Үлкен бір қамал болып тұрған жоқ, ананың жүрегі бастамай тұрған. Оны бергенмен эффект болмайды. Сіз қашан бала дайын дейсіз, сол кезде бастаңыз. Бірақ өткенге ешқашан өкінбеңіздер. Өткеннің өкпесі жоқ. Сіз айтып отырғанда кеші жоқ, ешқашан кеші жоқ. Ал жалпы алғанда 3 жасқа дейін мидың нейрондары өте керемет дамиды. 3 жасқа дейін бермеңіз хорошо, бірақ мелкая моторика, крупная моториканы дамытуыңыз қажет. Балаға алдына көпірікпен су қойып қойыңыз, қолын салсын. Жылы су беріңіз, ертең салқын суға түсіріңіз, қыстыгүні закаливание жасатыңыз, жаздыгүні судан шықпаңыз. Каспий тиіп тұр, судан шықпаңыз. Күннің ыстығын алсын, судың салқынын алсын. Табиғаттың заңдылығымен табиғатта барлық табиғат бізге, табиғат ана не сезіну керек қой соны, сезіну керек. Сезім мүшелері арқылы сезіну керек. 3 жасқа дейін не сезінеді? Мына тактильный бөлімдер не сезеді, соны миға жеткізеді. Мен мынаны қазір бүйтіп ұстап сізге берсем, миымда қалып қояды. Мынаны беруге болады екен ғой деп. 3 жасқа дейін бала байқаса, қысылмау керек. Баланы бар орталыққа демеймін, тойға да апарыңыз. Қысылмаңыз, баланы жасырмаңыз. Бала көрсін. Адамдар өлең айтады екен ғой. Мынаны ұстасам күйіп қалады екен ғой. Көбісі бала күйеді, бала құлайды. Мына бала түсінбейді, күйеді, құлайды, шық қояды, сиіп қояды. Қазір ұржы береді, топтан бөлектетіп жібереді. Қорқыныш. Біздің қазақтар, ренжімесін енді қазақтар дейтін себебімді, қазақтар қорқамыз. Менің өзім қорқам. Балаға инвалидность алуға қорқам. Ел жұрт не дейді? Ертеңгі күні балам маған не деп айтады? Қорқыныш. Біздерде өзім қанағаттанбайын, менің ағайын тумам, көпшілігім қанағаттансын деген сөз ғой. Көпшілікке нагрузка түсірмейін, апармайын дейді. Анда знамелі апару керек. Себебі ұржы берсем де ренжіп қалады әсем маған. Неге ұрды? Ана бала түсіну керек. Бардың топқа қосылын, сені ұрады, итеріп жібереді, құлайсың, жарақаттансын. Бала 7 жасқа дейін, не үшін қазақтар 7 жасқа дейін жерден таяқ жейді деп айтады? Таяқ жесін, положено, құласын. Жараның жара, тыртықтың тыртық, сынықтың сынық екенін сезу керек. Сол үшін Алла тағала сезім дегенді беріп қойған да бізге. Тамаша. Ол тіпті осындай диагноз бар балалар емес, мысалға жапондардың енді әлем мойындаған бүкіл жалпы педагогикада да, медицинада да мықты жетістікке жеткен ғой.
техникада да басқада да. Сонда сол жапондардың жаңағы мына балабақша мектеп бағдарламасын қарап отырмын, осы бағытта көп іздендім. Сонда жаңа сіз айтып отқан сияқты кейінгі осы 90 жылдан кейін, екінші жартысынан кейін анандай мектептерге көп методикалар кіргізеді. Мынандай секіретін бір нәрседен мынандай арасынан секіріп құлап қалуы мүмкін одан. Монтессори. Иә, құлап қалуы мүмкін, жығылып қалуы мүмкін, баланс ұстау керек. Сондай нәрселерді толтырып істеген. Мысалы Финляндияда да бар ол. Мысалы бастауыш мектептерінде мысалға процентпен шаққанда дейді 40-қа 60% далада, таза ауада, манағындай көгалда, әртүрлі ойнайтын алаңшаларда өткізеді екен да уақытын. Себебі ол бала дейді да, ол бастауыш баласы, ол бір жерде отыруға міндетті емес деген методика. Және шынымен де біз көріп отырмыз оның мықты нәтижелерін көріп отырмыз да. Ешкімнен кем емес, бәлкім артық шығар басқа елдерден. Рахмет. Енді жалпы қоса кетсем. Иә. Қоса кетейін да, жаңа айтып отырсыз ғой жапондықтар деп. Қазіргі таңда мына цивилизацияның дамығанына қуанамын мен. Қазақтар ойлаймыз, неге қазақтар дей беремін, себебі жан жағымның барлығы қазақ қой, енді өзім де қазақпын, көзіміз енді ашылып жатыр. Статистика деген бар да. Статистика бойынша өздеріміз есептеп қарасақ, барлығымыздың сыныбында, сізде де, менде де, Әсемде де, Сағдатта да сыныбында обязательно бірінші сыныптың өзінде, бірінші сыныптағы 6-7 жасар бала ғой, үнемі соңында жүретін, даже жазу жаза алмайтын, қосыла алмайтын балалар болды. Сол кездің өзінде задержка развития бар, бізде статистика жоқ. Қазақстанда жаңадан келген, новойдан дамыған бұл ауру емес. Ауру деп те айтуға келмейді, ауру емес, бұл ерекшелік болып саналады. Ерекшелік ерте заманнан бері бар. Бірақ біздерде қазақтар қалай? Шығуға болмайды, көрсетуге болмайды. Мен Сенек деген ауылдан келдім ғой. Сенек деген ауылда ауру бала болды енді. Құдайдың көзі кешірсін, ауру десем. Бірақ жасырып ұстайтын еді үйінде. Топқа қоспайтын еді. Сол баланы топқа қосқанда ғой. Қазір сіз айтып отырсыз Монтессори деп. Бір жағынан менің де, Әсемнің де, Сағадаттың да барлығымыздың еріншектік ауру тудырып тұр. Қарапайым мынаны ашшы жаным, диярым мынаны ашшы, жапшы демеймін мен үйде. Монтессори садикке берем. Именно 100 мың, 120 мыңның шайшып үйрететін, горшокке үйрететін, сіз жаңа өрмелейді деп отырсыз ғой, өрмелеуге үйрететін, чайникті құятын, тарелканы ұстайтын садик таңдап береміз. Соны Монтессори садик дейміз. Соны үйде үйретуіміз керек. Расында 3 жасқа дейін декрет не үшін берілген? Арнайы барлығы досконально по полочкам тұр. Бірақ біздер өзіміз қарсы жүрдік ағысқа. 3 жасқа дейін үйде отырмаймыз. Мен 3 жасқа дейін үйде отырып көрген жоқпын. 7 айында баламды шығарып тастаймын сүттен. Ана сүтінен. Жұмысқа шығып кетемін. Бұл қатыгездік па, әлде енді заманды кінәлайын десем, заманның кінәраты ма, енді білмедім. Тағы да қосып жіберейін, жаңа айтып жатыр ғой, кезінде біздің кезімізде де сондай балдар болды деп та, например, менің баламды көрген адамдар айтады, хотя бы сенің балаңның деңгейіне жеткізсек қой деп та. Мен айтамын, менің арманым кезінде жаңа үлкен, өзімізді енді кішкентаймыз, ол кезде апаларымыз бар, тұрмысқа шығайын деп жүрген да, сол кезде олар жігітпен танысатын кезде кейбір жігіттерді қойшы мен таныспаймын 99 деп менсінбейтін еді да. Қойшы біртүрлі 99 танысқым келмейді онымен деп та. Менің арманым сол 99 жігіттердің қатарына қосылсыншы менің балам деген. Сонда енді хотя бы сол партаның артында отырған СДВшник бала болса екен деп армандаймын да. Арманыңызға Алла жеткізсін. Берсін. Енді бұндай жалпы баланың диагностикасын қалай жасаймыз деген сұрақты жалпы сол бойынша тоқталып кетейікші. Енді қазір көріп отыр ғой, көптеген ата-аналар бар осында. Біз қалай анықтаймыз? Үйде анықтаудың жолы бар ма? Одан кейін енді мамандар ретінде сіз не айтасыз, қандай жолдары бар? Жалпы мен өзімнің жолымды айтайын. Баламды ондай көп жерге апарып тасыған жоқпын. Негізінен енді Ташкентте ойладым, шынымды айтсам, ол жақтан да әйтеуір бір Алла сақтап қалды деп ойлаймын. Негізінен көбісі андай ғой, біз андай анализ тапсырады ғой, 5-6 анализ тапсырады да, болды, анауын толтырдым, мынауын толтырдым, жаңағыдай анемиясын жөндедім, железасын жөндедім, болды да. Біздер жалпы мен кез келген ата-анаға айтамын, ең біріншіден өзім барған дәрігерді көбіне ұсынамын, Түркістан қаласында.
аты жөнін айтпай қайынапаммен атас. Сол кісіге жалпы 200 мың теңге тек қана анализге кетті. Ата аналар бүйтіп ойбай деп шошиды да, бірақ андай бір чудо таблетка бар сияқты бүйтіп дәріні бере салып бір күшті болып кететінге сенеді да ата анада, бір ғана баланың әрбір затын бүйтіп жөндеуге ерінеді да. Менде деген сол кісі, сол дәрігер кісінің кітабы болды. 8-де тұрғызамыз, 8:30-да бүйтеміз, мынада сөйтеміз, бәрі жазылған, дәрісін мынандай уақытта береміз. Соған 200 мыңға қалай анализ тапсырдым, бүткіл нәрсесін бізге жазып берді. Мынаны ішкізесіз, мынаны бүйтесіз. Баламен күнделікті бірге жаттығу, жалпы бар ғой, тіпті ақшам жоқ дейтін ата аналарға бар ғой, былай айтқым келеді. Сүйек сорпасын, ет, мысалы көп ата ана айтады, ет жемейді дейді, маған көп жазады да, менің балам да жеген жоқ етті негізінен. Мен қалай дефициттерін жаптым, барлық жаңағы анализ, 200 мың анализ тапсырдым, жаңа дәрігердің берген дәрілерін беріп жүріп, баланы сосын бергеннен кейін балам жайлап ет жеп бастады. Бізде ет жемейді, бұрыннан да жемейді дейтін ата аналарға айтқым келеді да, сіздер дефицитін толтырмай, бала ары қарай дұрыс тамақтанбайды. Сосын балаға осы күнге дейін тек бешбармаққа салған жаңа картошканы, ананы ес берген затты бәрін алып тастап, бір күнде дұрыс питаниеге дейді, барлар брокколи алады, капуста алады, бала жемейді дейді. Себебі бала танысқан жоқ. Ата-ана 6 айдан бастап прикорм дейді ғой, ең бірінші баланың 6 айда баланы тамаққа тойдыру міндетті емеспіз біз да. Баланы әртүрлі тағаммен таныстырып үйрету керекпіз. Сол кезде брокколи жегізу керекпіз, сол кезде капуста жегізу керекпіз. Әр заттың өзінің нормасы бар да. Нағыз ақшам жоқ дейтін ата-аналар айтқым келеді. Сорпа, жаңа дефицитін жауып алып, сорпа, ет, кәдімгі қазақи тамақтарын беріп, күнделікті жаттығуларын жасаса, бала деген бар ғой, кәдімгідей тамақ, сосын режим. Міндетті түрде бала сағат 9-да ұйықтап қалу керек. Үйдің адамдарына қарамай жатқызу керек. Шынымды айтайын, мына жерде енді қазір ата-енемен тұрамыз, комментарияда жазып жататын шығар, біз бірде ұйықтаймыз деп та. Басында бір қайынапам болды, мен сол айтты, баланы сен 9-да жатқызып таста дейді да. Біз 9-да тамақ жейміз ғой деймін да. Себебі мен ата-енемен бірге тұрған кезде кешкі тамақты кеш жейміз, жұмыстан келеміз деген сияқты да. Баланы қалай 9-да ұйықтатып таңертең 8-де тұрғыздым. Балада деген өзгеріс өте жақсы. Гормональный қалпына келеді. Режим бәрін бірге комплексно ұстайды ғой, өте жақсы результат болады. Бірақ ата-ана сену керек. Сосын айтып кеткім келетіні, көбіне ер адамдар. Мен ақша тауып жатырмын, сен айналыс дейді. Ол өте кәдімгі андай мені көретін аналар бар да, солар айтады да, сіздің күйеуіңіз әйтеуір бірге жұмыс жасайды ғой баламен, бізге оны жасамайды, мен ақша тауып беріп жатырмын ғой, сен өзің жұмыс жаса деп айтады дейді. Жалпы бала ортақ. Әке мойындамай, әке бірге жұмыс жасамай, балада жай жүреді процесс деген. Қалай 2 апта деп таңғалады да, мен соның ішіне, мен жолдасыма да үлкен алғысымды айтамын. Жолдасым деген қандай мұғалім қандайсы бізге жаттығу жасауды көрсетеді, мен видеоға түсіртіп қоям. Келем, жолдасым өзі жасайды кешкісінде. Кәдімгі енді ол да 100-ден көп қой салмағы да, сонда да баламен бірге бала болып ырсылдап жүріп болса да жұмыс жасайды. Балада кәдімгідей 2 апта деген вообще ешкім сенбейтін уақыт аралығы. Бірақ өте жақсы нәтиже болды. Ана бір психологтан кімнен естіген білмеймін. Осы тақырыпты айтып отыр да. Әкенің орны дейді да, баланың. Баланың дейді, денсаулығына дейді, 70% әкенің рөлі болады екен. Яғни, дені сау болып жүруіне әкенің баламенен қарым-қатынасы қаншалықты жақсы болады, сол баланың денсаулығының сау болып тұруына сондай несі бар екен, ықпалы бар екен да. Жаңа айтып отқан кезде есіме келіп жатыр да сол нәрселер. Одан бөлек тағы бір қысқаша өзім жайлы айтып кетейінші. Осы менің баламмен жұмыс жасап бастадым. 2 жас 8 айында бастадым. Уже 3 жасында біраз нәрсені түсініп бастады баламда. Октябрьде бастадым, ноябрь, декабрь жұмыс жасадым. Январда уже 3-ке толды. Балам менің андай түстерді айтқызамын да, чоко дейтін еді, черныйды. Мысалы, зеленыйды зина дейді, толық айта алмайды да балам да. Сосын мынандай бір жағдай болды. Енді бұны кейбір психологтардан да естіп жүргендер бар шығар. Мен бір өте жақын адамдармен сөйлеспей қалдым. Сондай жағдай болды, өмір болғасын болады ғой. 6 ай бойы сөйлеспедік. 6 айдан кейін бір себептермен 31 ноябрьде, қараша айында барып ол кісілермен сөйлестім да. Сөйлесіп, сөйтіп жолға біз Түркістанға қарай кететін болдық. 1 желтоқсан күні бая чоко деп тұрған балам, черный деген сөзді, балам деген черный деп айтып бастады. Даже ата-ана, мына жерде бар ғой,
жолдас ата ана дұрыс тіл табыса алмай ма, тоже балаға әсер етеді. Анасы біреумен сөйлесіп жаңағыдай болады ғой, бір нәрсесін айта алмайды, немесе жалпы обида көп нәрсені ұстап қалады екен да. Соның ішінде психосоматика және бала мен ананың байланысы деген нәрсе. Өте дұрыс. Мен өзімнің практикамда болды. 31 қарашада Чоко деп тұрған балам 1 декабрьде пойызға отырған кезде черный деді ғой ананда. Сол кезде өте қатты түсіндім да. Біздер андай кейбір нәрселерге бір шеттен тыс ренжіп қаламыз, мысалы да, біреуді кінәлаймыз да. Жалпы ата-ананың фокусы тек әсіресе мамасының фокусы баласында болу керек екен. Жан жақта кім не айтып жатыр, ерекше баланың аналарын өте қатты түсінемін. Себебі бір ортаға барған кезде мысалы 5-тегі баласы подгузникпен жүреді да. Құдай айнау әлі кема, сондай нәрселер айтқан кезде анаға ондай енді. Соның барлығы бүйтіп жиналып обидаға келеді. Ол да баланың сөйлемеуіне әсерін тигізіп тұр. Бұл да қоғамның бір кішкене кейде қаттылығы, қатыгездігі бар. Тактичность дейді. Адам жаңағы жұмсақтық дейміз ғой. Мінезге қатысты нәрсе ғой. Кейде бізде болады ондай, шыны керек. Адамның көңіліне қарап сөйлеу. Бір нәрселер де бізде болды. Сосын жаңа маңызды нәрсе, поинтты оқырмандарға. Енді бізде ер адамдар көп қарайды деп ойлаймын біздің парақшада, YouTube каналда. Әке болсаңыздар, міндетті түрде балаларыңызбен көбірек. Сіз балаңызға назар аудару үшін балаңыз ауырып қалуы, бір проблем болуы міндетті емес. Балаңыз сау ма? Сау болған үшін Аллаға шүкір етіп, көбірек ойнаңыздар. Білмеймін, аптасына кемінде бір күнді балаларға арнаңыздар. Мысалға паркке бірге бару, бір білмеймін, жалпы балаларыңыз, мысалы менде мынандай стратегия бар, енді мен енді қолданып бастап жатырмын. Барлығымен бірге болу өз алдына, сосын жеке балалармен де бірге болу керек екен. Яғни мысалы қызымен бірге бір жаққа шығып, ұлмен жеке бірге, себебі ана балалардың дейді арасында бәсекелестік бар, жаңа назарына ата-ананың. Сол арқылы жаңа бір-біріне ренжіп, жаңа ұрыс керіс болып жатады, айқай-шу. Сол нәрсені жабу керек екен да онда. Онда да жеке сотканы ысырып тек мен екеуміз жүрміз деген сияқты бір сезім болу керек екен оларда. Сол нәрсені беру керек екен да, маңызды нәрсе. Ер азаматтар, жігіттер, бауырлар, бұл маңызды нәрсе. Бұл болашағыңызға, балаларыңыздың болашағы үшін өте маңызды нәрсе. Сондықтан құлақ тұрыңыздар. Мен қарадым деп жаңағы есталына шығарып, сотканы ұстап, бала ана жерде ойнап жатыр емес. Ата-ана көңіл, әсіресе әкесі көңіл бөлу керек. Баласы оны өте қатты жақсы көретінін түсіну керек та. Үлкен қиын мәселені айтып жатсыз, бірақ енді дұрыс айтып жатсыз. Істеуге болады меніңше. Бәрімізде де бір өзіме де айтып жатыр, негізі мына нәрсені тек қана оқырмандар емес. Сосын тағы да қосып кететін жайт бар. Әсем айтып жатыр ғой, 2 аптаның ішінде бұл жақсы результат көрдім деп та. Ата-аналар енді осыдан кейін ойбай өтеміз дұрыс тамақтануға деп, сіз содан кейін 2 аптадан кейін результат күтетін адамдар болады да. Негізінде ол баланың қабылдау деңгейіне байланысты. Әр баланың қабылдау деңгейі әртүрлі, біріншіден. Екіншіден деген жаңағы результаттың шығуы да әр балада әртүрлі. Енді мен Ақшолпан, басқа да мамандар кесіп айтуға не имеет право да, құдай емеспіз ғой. Но бізде мынандай қатып қалған бір деңгей бар медицинада. Кейбір балдар болады, с рождения кәдімгі генетикалық залом болады да балада, генетикалық бұзылысы болады. Вот сол баланың генетикасына жазылады, например, дауна балаға жазылады ғой, 36 жас өмір сүреді, өзінің уақыты бар да, енді қазір қоғамның жақсаруына байланысты дауналардың да өмір сүру уақыты ұзарып жатыр да. Дәл сондай кейбір балаларға болады қабылдау төмен. Жаңағы біз, например, менің балам сөйлеп жатыр, Әсемнің баласы 2 аптада жақсы результатқа жетті деп жатамыз ғой. Кейбір ата-аналар қынжылады. Не үшін оның баласы бір диета ұстағаннан немесе бір дефицитті толтырғаннан жақсы болды да, неге менің баламда ондай результат шықпай жатыр дейді да. Өкінішке орай ол біріншіден жаңа генетикалық ломына байланысты. Кейбір балдар болады, тек қана поддержанияда жүретін. Оны Құдайдың ар жақтағы қалауы сол, оның өзінің дерті сондай да. Қанша жерден сен жүгір, қанша жерден сен оны Американың мамандарына алып бар, ол балада сол деңгей. Өйткені оның генетикасына жазылды. Оның жаңағыдай бір сөзбен қатты айтсам да, бір Маугли болып кетпеу үшін поддержанияға алып келу, тек поддержаниямен жүру керек балдарда болады. Оны да біз мойындап білуіміз керек. Сондықтан осы дұрыс тамақтануға келдім, менің балам 100% жазылып кетеді деген ондай қағида жоқ. Әркімнің результаты әр жерден болады.
например біреулер айтуы мүмкін менің ақшам бар, менің баламнан не үшін результат шықпай жатыр деп та, ол баланың миы солай қабылдайды, баланың состояниесі сондай, басқа ештеңе істей алмайсыз оған, оны тек қана поддержанияға алып барасыз. Поддержание болғанда ол қалай деп сұрайтын ата-аналар болады. Например, баламен жұмыс жасамай үйде баланы тығып отыратын болсаңыз, ол таза Маугли болады. Ауыр болса да мойындайық оны, таза Маугли болады. Бұтына жасы 7-ге келсін, 8-ге келсін памперспен отырады, мүлдем киім кимейді. Ата-аналарға айтқым келеді, балдарың кішкентай ма, жұмыс жасаңыздар, уақытты өткізіп алмаңыздар деп та. Уақыт өткен сайын баланың қабылдау деңгейі де төмендей береді. Сіздің балаңыз ертең далада шешініп жүреді. Егер уақытында жұмыс жасамасаңыз, уже бала 9-ға 10-ға келсе, ол бала үйде таза Маугли болып шешініп, аузынан құрттақандай, 1 жасар баланың аузынан су аққандай, аузынан су ағып, сондай ауыр халде болады да. Ал егер сол баламенен уақытылы жұмыс жасап коррекцияға сүйресеңіз, ол бала шешінбейді. Тыржалаңаш, например, үлкен баланың тыржалаңаш отырғаны ауыр ғой ата-анаға. Вот дәл сондай, ол тыржалаңаш шешінбейді, далада біреуге жабыспайды, өз-өзін ұстай алады, өзін қоғамда қалай ұстау керек екенін үйреніп, хотя бы сенің жетегіңде жүретін адам болады да. 2020 жылыма мен 2-шіме аяғым ауыр кезде осы өзенде Жалымбетовтың қасында бір үлкен бала болды, 19-20 жасар болу керек, тыржалаңаш жүретін, видеода тарады. Жалымбетовтың алдында 40 градус ысыда тыржалаңаш жүріп кетіп бара жатқан балада, енді елестетіңізші, үлкен адам далада тыржалаңаш болып жүреді. Вот соның алдын алу мақсатында ата-аналар балдарын үйде қамамау керек. Жақсы, қойш, біздің уақытымыз өтті деп қамап отқан ата-аналарға айтқым келеді да, өзіңізді ойласаңыз да, хотя бы қоғамда болып жатқан басқа адамдардың болашағын ойлап, ол балдармен осы уақыттан жұмыс жасап, хотя бы ана баланың далада тыржалаңаш жүрмеуінің алдын алуымыз керек. Мен соны жеткізгім келеді да. Өйткені ондай ата-аналар көп балдарынан уже бүйтіп қолының барлығын сілтеп жіберген да. Болды, мынау адам болмайды деп. Олай жасауға болмайды. Біз ондай бір қоғамның адамы ретінде біз ең бірінші ойлауымыз керек, менің баламның біреуге зиян тимесінші деп, соның алдын алуымыз керек та. Соны айтқым келеді. Ең бірінші мен осы жаққа келуге негізгі себебім сондай, үйде тығып еш жаққа шығармай отқан ата-аналар есін жиып, жұртқа зиянын тигізбейтіндей баланы қамтамасыз етуіміз керек. Қоғамға үйретуіміз керек. Құдайдың өзі кешірсін, жаңағы Ақтау қаласында, енді қатты айтсам да, детский психбольница деген бар. Енді оны оңалту садик деп айтады да. Ол жерге уже ата-аналар балдарынан шаршап апарып тастайды ана жерге. Жаңа айтып отырмын ғой, әлі келмейді оларға. Уже бала өскен сайын оған әлі келмейді. Сол үшін барады да апарып тастайды. 2 айда 1 рет 10 күнге үйіне алып келеді, қарайды, жаны ашиды, содан кейін барады да, уже оған да сенің жүрегің үйреніп кетеді. Соған үйреніп тек баласын апарып тастайтын адамдар бар да. Сол үшін соның алдын алу мақсатында біз кішкентайынан жұмыс жасауымыз керек. Біз ащы шындықты да мойындауымыз керек. Егер осы баламен жұмыс жасамасақ, біздің болашақта баламыз осындай болады. Сен балаңды соған қиясың ба? Мен ана ретінде қимаймын. Егер қиятын болса, онда балаңмен жұмыс жасама, жүре бер. Жаңағыдай өз-өзіне сөйлейді ғой, бүйтеді ғой, сөйтеді ғой деп жатқан кезде баланың алтын уақытын жоғалтамыз да, и болашағына балта шабамыз да. Например, деген күзде, көктемде үлкен адамдар көтеріледі ғой. Сол үлкен адамдар көтеріледі. Ол жерде тек қана үлкен адамдар көтерілмейді, ащы болса да айтайын. Жаңағы айтып отырмын ғой, детский оңалту садикте де подросток балдар көтеріледі. Олар да медсестраларға нападение жасайды. Айтады ғой, сол жерде медсестра болып жұмыс жасайтын адамдарды көремін, потому что менің өзім негізгі мамандығым медсестра. Сол жерде жұмыс жасайтын адамдар айтады, олар көтерілген кезде 2-3 адамның күші келмейді оған. Біз оларды андай успокоящий укол салуға андай уже соған дейін аппарат дейді. Сондай жағдайдың алдын алу үшін ең бірінші ата-аналарға айтамын ғой, ең бірінші баламен жұмыс жасайын деп жатырған кезде диагнозды қойды ма, ютубқа жазыңыз. Взрослый ЗПР, взрослый умственный отсталый, кәдімгі взрослый шизофрения деп уже жазуымыз керек. И кәдімгі үлкен подросток балдарды көресің да. И содан кейін өзіңе ой туады, андай түйесің, мен баламды осындайға қиям ба, мен осыған дайынмын ба деп та. Егер жүре берсең, сенің де балаң болашақта сондай болады. Ал уақытында жұмыс жасасаң, сен соның алдын аласың.
сол үшін осы ата аналарға үндеуім, өйтіп жүріп қалмаңыздар, баланың уақытын ұрламаңыздар да. Біз уақытын ұрлаймыз, болашағына балта шабамыз. Бұл балдарда ерекше болып берілуі бізге Алладан берген сынақ қой. Ең бірінші Алладан берілген сынақ. Сол сынақты қабылдап, сол сынақпен біз күресуге міндеттіміз. Сол үшін басыңызға осы сынақ берілді ма, күресіңіздер. Бір шешімін тауып, баланың бір құрттай да болса қоғамға қосылуына үлес қосыңыздар. Ол баланың болашағына балта шабасыз, ол баладан бөлек басқа қоршаған ортаға зиянымызды тигіземіз. Сосын, например, қазір деген көп балдар осындай болып жатыр, психиатрға учетқа қояды. Енді ата-анаңда қарыз жетпегеннен кейін уже психиатрға учетқа қойып инвалидностьті алады да. Енді ойлап қараңызшы, біздің болашақ ер балдардың барлығы осындай СПР, аутизм болып жатыр да, олар уже 7-8 жастан кейін умственный отсталыйға кетіп қалады. Сонда біздің ер азаматтар қайда қалады? Біздің отанымызды, Қазақстанды қорғайтын ер азамат азаяды ғой. Өйткені уже олар психиатрда учетта тұрғаннан кейін оларды уже неге армияға алмайды, военный жұмысқа қоспайды. Сонда біздің тек қана жаңағыдай қоғамға қарай зиянын тигізетінден бөлек, біздің болашақта әскерлер қаяқта? Бізде мамандар қайдан шығады? Ол уже осы уақыттан біз жұмыс қолға алмасақ, уже біздің болашағымыз кетіп жатыр деген сөз да. Бізді уже қорғайтын адам да қалмайды, біздегі дұрыс мамандар да шықпайды. Сол үшін ата-ана осы уақыттан сауатты ойлану керек. Біздің болашағымызды не күтіп тұр деп. Рахмет. Мощный спич болған сияқты. Енді жаңағы жөнінде. Не ғой? Негізгі сұрағыңыз жөнінде айта кетейін. Сұрағыңызға жауап қойдыңыз ғой сұрақ. Енді бұл аурудың кезінде, ауру деп айтпайыншы, ауру шығып кетті, бұл ерекшеліктің кезінде деп айтайын. Ауру емес дегенді түсіндіріп кетейін. Бұл әлем бойынша нақтыланған ерекшелік ретінде, расстройство, бұзылыс ретінде. Бұл бұзылыстың өзінің сан түрі бар. Айтып кеткен болатынмын, диагностикалық және статистикалық руководство бойынша арнайы аурулар бөлінеді. Интеллекттің бұзылысы, вербальды ненің бұзылысы, вербальды деген тіл, сөйлеу бұзылысы, сонымен қатар коммуникацияның бұзылысы, расстройство аутистического спектра деген осы, сонымен қатар моториканың бұзылысы деген, және СДВГ деп айтып кеткен болатын, синдром дефицит внимания и гиперактивности деген. Осы ерекшеліктердің кезінде, расстройстволардың кезінде арнайы нақтыланған лабораторлы және инструментальды анализдер жоқ. Ең алдымен жалпы тәжірибелік ретінде айтарым ата-аналарға: бала дүниеге келді, ең алғашқы дәрігер келеді үйіңізге 3 күннің ішінде келеді, баланы жағдайын бақылайды. Бала қандай? Әлсіз, бұлшықетін ұстайды. Бұлшықеті былжыраған болуы мүмкін, бұлшықеті қатты болуы мүмкін, жатысы, бала қалай жатыр? Сіресіп жатыр ма? Әлде бақа сияқты ішектері, қолдары барлығы былшырап жатыр ма? Соның барлығына бала туғаннан көңіл бөлу керек. 3-ші күн келді, қарады. 3-ші күннен кейін ата-ана айтады: балаңыз осындай. Ештеңе деп комментарий бермесе, тағы барыңыз өзіңіз. Приемға өзіңіз шақырыңыз үйге. Балама толық сипаттап беріңізші, баламды деп. Бұлшықеті қалай, баламның жатысы қалай деген сияқты. Көзге қарауы қалай. Және неврологиялық бағалап кетеді. 1 айында келеді бала. 1 айында келген уақытта невропатологқа қаралады. 1 айында. Және хирургқа қаралады. Хирургия ауру жоқ па? Неврологический сипаттайды. Жағдай қалай? Бала көзге қарай ма? Сознание қандай? Әлсіз ба бала? Және бұлшықетін тағы бағалайды. Және рефлекстерін бағалайды. Рефлекстер сақталып тұр ма? Әлде кеткен ба? 1 айында жаңа туған балдардың көп рефлекстері 1 ай 2 айында кетуі қажет. Жаймен жіберуі қажет. 1 айында және жалпы қан анализін тапсырады. Неге? Лейкоцит деген болады. Лейкоцит воспаленияны көрсетеді. Тромбоцит деген болады. Тромбоцит қанның қою сұйығын көрсетеді. Гемоглобин деген болады. Гемоглобин, эритроцит, цветовой показатель деген анемияға көрсеткіш. Анемия бар болуы мүмкін. Ары қарай жалғастырам. Гематокрит деген болады. Қанның қою сұйығын көрсететін. Оның барлығы неге айтып жатырмын? Лейкоцит повышенно болса, балада воспаление болуы мүмкін. Қандай воспаление? Әрі қарай жүруіңіз қажет. 1 айында айтып отырған обязательно тапсыру қажет.
бір айында жалпы қан анализін. Лейкоцит повышенно, көру қажет. Нейровоспаление жоқ па? Баланың жатысы қалай? Басын қалай ұстап жатыр? Қатты запрокидывать етіп жатырған жоқ па артқа? Бала тырысып жатырған жоқ па? Ішін ұстағанда басқа жерлерінде воспаление жоқ па? Қызару жоқ па? Высыпание жоқ па деген секілді. Және жаңа айтып кеткендей, гемоглобин, эритроцит, цветовой показатель төмен болса, анализ тапсырасыз. Ол жол сізге сывороточный железа деп айтып отырған железа тапсырасыз, ферритин тапсырасыз, трансферин деген бар, B12, B6, B9 әртүрлі витаминдер бар. Гемоглобин жай ғана анемия. Көбісі айтады, гемоглобиным жақсы болды деп. Егер бала қуқыл түсі әлсіз болса, өзіңіз міндетті түрде қосымша D3 тапсыруыңыз қажет. Қосымша B12 тапсыруыңыз қажет. Себебі айтып отырған витаминдерімнің барлығы бұл нерв болатын болса, сыртын май қаптап тұрады. Мидың нейрондарында нерв талшығы болса да, сыртындағы негізгі май осы B12, B6-тің қандығуын алып келеді. B12, B6 аз болса, мына нерв талшықтың сыртындағы май да аз болады. Ал біздер білеміз, простой тоқтың өзі бір-біріне былай қозғасаң, жай не береді? Замыкание береді. Ал сулап тигізіп қараңыз, қандай замыкание береді? Көп жерді алып кетеді. Яғни нейрон бір-бірімен байланысу үшін сыртындағы майы болу керек. Ал оны жаңа B12, B6 деген витаминдер арқылы анықтаймыз. Бұл жай ғана лабораторлы. Сонымен қатар, егер өзіңізде анасында, тілінде, ұлы дәрет шығаратын жерде қышу болса, міндетті түрде баланың есть крист дейді ғой, құртқа анализ тапсыру қажет. Себебі анасында құрты болса, балада міндетті түрде болады. Ол неге құртқа тапсырады? Құрт іште жатқан витаминнің бәрін жеп қояды. Аталмыш жаңа витаминдердің барлығын тапсырдық. Сосын анасының сыртына да, тек баланың сыртына емес, келген уақытта міндетті түрде анасының сыртына қараймыз. Әртүрлі жаралар болуы мүмкін, я болмаса басқа да бір қышынулар болуы мүмкін. Анасында сыртында өзгерістер, жаралар болса, грибы бар деген сөз анасында. Ал егер анасында грибы болса, міндетті түрде балада болады. Автоматом балаға міндетті түрде саңырауқұлақтарға анализ тапсырамыз. Саңырауқұлақ паразит. Мен әсемді пайдаланып отырған сияқты паразиттер біздің витаминдеріміз пайдаланып отырады. Яғни бұл айтып отырған анализдің барлығы баланың, ал келген баланың, әрбір баланың состояниесіне байланысты индивидуально жүреді. Ананың, баланың состояниесіне байланысты. Ал бірақ көп байқалатын балаларда осы задержка бар балаларда ПМС деген қолданамыз, арнайы лечениеда, миға сигнал беру арқылы. Сол кезде эго деген қажет болады. Эго таза болу керек. Эпиактивность деген болады. Ми возбужденный болса, эпиактивность возбужденный болады эгоде. Ол бала қолданылмайды. Ертеңгі лечение қажет. Ауруды жоққа шығару үшін қажет. Детский, мына ненің өзі, растың өзі бөлінеді. Детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Аспергера, синдром Ретта дегендерге бөлінеді. Соның барлығы, және детский аутизмнің өзі екі түрі бар. Детский аутизм с умственным, жаңа айтып отыр ғой, отсталость, умственно отсталость деп. Яғни ақыл естің төмен болуымен және ақыл естің сақталуымен жүреді. Ақыл естің төмен болуының өзі органикалық бұзылыстардың нәтижесінде туындайтын болады. Органикалық бұзылыс деп отырғанымыз, қолымды кесіп кетсе органика. Яғни мидың ішінде бұзылыс именно центральный генезден кетуі мүмкін. А ол МРТ, ЭГ, УЗИ дегендер. Бір айында, қазіргі 21 ғасырда айтатыным, келдіңіз бе приемға, міндетті түрде жалпы қан анализі, невропатологтың консультациясы, хирургтың консультациясы және УЗИ сердца, УЗИ головного мозга. УЗИ головного мозга неге қажет сіздерге? Себебі УЗИ головного мозга ишемический, яғни оттегіде кислородный голодание бар деген признак болса, міндетті түрде баланы автоматты массажға жібереміз. Яғни баланың туғаннан бастап, бір айынан бастап барлығы поэтапно жүргізілетін болса, по протоколу ешқандай да ошибка кетпейді. Біздің қазақтар деп айтамын, енді өзім қазақты көргеннен кейін, бір айлығына да келмейді. Бір айлығына тексеруге келмейді. Жалпы қан анализінде тапсырмайды бала. Невропатологқа баршы, пожалуйста, приемнан шығып отырмын ғой бүгінде.
невропатолог 5 минут өтіп кетті, қабылдамаймын деп айтты деп кетіп бара жатыр. Неге ертерек келмейсіз? Бала сіздікі ғой. Бала ертеңгі күні ауырса сіз жауап бересіз ғой. Сол сияқты басынан бастап осы анализдерді посимптомно, что есть балада, соған қарата тапсырасыз. Сізде не бар? Сізде автоматом низкий гемоглобин, низкий ферритин болса, балада то же самое болады. Значит, сіз өзіңіз күдіктенуіңіз, менде төмен, балаға тапсырайын деген сияқты. А жаңа аталмыш атап кеткендерін барлығын жазып қойыңыз. Барлығы тапсырып көрсін. Паузаға қойып жазып алыңыздар. Барлық халық тапсырып көрсін. көрсін. Кішігірім үйде соғыс болу керек. Оны неге қан алдыртып жатсың? Құрттай баланы қайда тасып жатсың? Ол да бізде өте үлкен кеңінен таралып тұрған мәселе. Бірақ 21 ғасыр. Істегісі келеді, істей алмайтын. Жоқ, 21 ғасыр тек қана сырттан бағаламаймыз қазіргі таңда. Міндетті түрде не только визуально іс жағына кіріп қарауымыз керек. А оны біздерге УЗИ көрсетеді, МРТ көрсетеді, аппараттар ғана көрсетеді. Баяғыда ұстадым, болды, саусың деген нақты диагнозға, нақты диагнозды қойып саралауға жатпайды. Айтып өтейін, жаңа айтып жатыр ғой, барлығын кішкентайынан қарау керек деп. Например, менің осы ерекше баламда түнімен жылау дейтін приколы болды. Түнімен жылайды, күндіз тым жақсы болып ұйықтайды, түнде жылайды. Сол кезде менің ата енем айтқаны, күнмен түнін ауыстырып алған дейді. Оның киімін теріс кигізу керек, терезеден шығарып есіктен кіргізу керек дейді. Сосын біздің қазақтың ырымы бар, қой ауру деп барып емшіге барып тамырын кестіріп келеді деген. Тағы да бір сылтау болды бізде. Бала 5-6 жасқа дейін, 5-6 айға дейін ішіндегі ішектері өседі, содан балада дискомфорт болады, сол үшін бала түнде жылайды деп та. Негізінде ол менің баламда кислородный голодание болған. Біз оны жаңағындай, мен жас келінмін 18-дегі, жаңа ата енемнің сөзіне еріп, деп мен уақыт өткізіп алдым. Ол аздай түнде жылайды бала, ұйықтамайды. Менің атам мен енемнің жасағаны, енді енем емес, атамның жасағаны, қолындағы телефонымен баланы успокойту үшін құлағының түбіне өлең айтқызып қояды. Анау успокоиться етсін деп өлең айтқызып қойды. В результате менің баламда қазір жаңа сенсорлы жүйесінде бұзылыс бар, громкий звукқа қатты дыбыс болсын, бала былай құлағын жауып жүреді. Енді мен обязанымын, менің балам бір сол бұзылысы реттелгенше постоянно в наушниках жүру керек. Кәдімгі сварочный наушниктер бар ғой, сондаймен жүру керек. Өйткені ол кішкентайына жаңа тек жыласа құлағына міне телефонның өлеңін тақап сөйтіп успокоить етем деп баланың есту қабілетін гиперчувствительный қылып жіберген. Вот соның әсерін мен әлі шегіп келе жатырмын да, зардабын. Вот сол үшін үйде ата-аналар, ата енелеріңіз қандай да бір сылтау айтсын, тыңдамаңыздар, барыңызда жақсы емхананың невропатологтарына сенбейсіңіз ба? Үстіне көп болса 15 000 теңге ақша төлерсің, зато дұрыс маманға апар. 15 000 теңге артық ақшасын төле, дұрыс маманға апар. Көп болса доктор Әйгерім Асқарқызы 200 000-ға апарып балдарын шетінен тауымыз. Сосын жаңағы УЗИге ақшасын қимайтын адамдар болады. Мен ондайларды білемін. Киімге ақшасын қияды, косметикаға ақшасын қияды, ал баласының денсаулығына келіп тұрған кезде УЗИ головного мозга көп болса 6 000 7 000 теңге тұрады, соны түсіруге қимайтын ата-аналар болады. Ол мына жерде айтып отыр ғой, гипоксияның алдын алу мақсатында баланың состояниесін білу үшін соны түсіріп, сол кезде менің де бір құрттай да бір сауатым болып бір ата-ана болса, жаңағыдай маған да осындай кезінде айтылатын адам болса, мен барып қаратам ғой. Мен жаңа үйдегілердің айтқанына сеніп жүріп қалдым, түсірмедім. Соның опығын қазір жеп отырмын да. Сол үшін балаңыз жыласын, жыламасын қаратыңыздар. Бұл жерде андай ғой, эго деген нәрсе 3 сағат түсіреді. Ол бала тырп етпей жату керек. Сағат, мысалы біз деген, жаңа баламды деген сағат түн 3-тен 6-ға дейін қойдық. Целый день ұйықтатқан жоқсыз. 3-те апарған кезде көзі беті жатыр ғой, қойдырмайды ананы. Оянып кетті. Мен жылап, стресстен да, мен неше күн дайындалдым соған. Содан екінші күнге тағы да келесі аптаға сөйтіп, бұл жерде ата-ана өзін аяйды. Өзіне қиналғысы келмейді, сағат 3-те тұрып, баланы 3 сағат бет жылатпай ұстау деген өте қиын нәрсе ғой. Тем более біздер уже омыраудан шығып кеткен балаларда оянып кетсе, ол деген сразу жұлып тастайды барлығында. Ата-ана уже жаққа бармай жатып өзін құрсыншы дейді. Сол үшін ата-ана ерінбеу керек. Соны қатты астын бүйтіп сызып тұрып айтқым келеді. Әсем, Өте қатты 3 сағат дейсің да, 3 сағат дейсің да, ТМС үшін арнайы
кемінде 6 сағат болады. 8 сағат. Мен балама 8 сағат түсірдім. ТМС үшін деп. ТМС себебі транскраниальный мына жақтан не береді? Тоқ береді. А оған кемінде 6 сағат. Ночной еще. Ночной 8 ең достоверный 8 сағат. 12 сағатқа дейін барады. Мен балама 1 жас 5 айлық балама 8 сағат сол түсірдім. Бір жаңа айтып отырған 3 сағаттық деп отырған айтып отырғаным ғой. Оны ақтауға алып бару Иә, оның үстіне жаңағыдай гиперактивный бала болса, ол жатпайды ғой. Жатып болмайды. қиын оның барлығы. Но сонда да көреміз. Жалпы мынандай бір сұрақты, енді аутизм деп жалпы атау ғой. Жалпы аутизмнің неше түрі бар, және оның барлығы аутизм ба? Мысалға. Ол сыртынан аутизмге ұқсауы мүмкін, бірақ ол аутизм емес шығар. Мүмкін қорқынышты нәрсе емес шығар бәлкім. Баланың өзінің бір ерекшеліктері болуы мүмкін ба? Дәрігерден бұрын сәл бір қысқа нәрсе айтып жүрейін. Менің балама келген кезде де енді біздер 20 бала болып қабылдауында болдық. Өзіміз де ата-ана ретінде ішінде отырдық та, даже дәрігердің өзі айтты, мысалы, мүмкін сізге аутизм болуы мүмкін дейді. Қазіргі нәрсеңізге қарап дейді, ал сіз баламен жұмыс жасайсыз ғой, мүмкін ол вообще басқаша болып шығып кетеді. Тоже барлық ата-ананың ниетінде тұр да бұл жерде деген. Соған анау мынандай деп айтты, болды менің балам сондай деп жаңағы Сағдат айтқандай қолын сілтейді да, болды мен жөнделмейді деп та. Даже дәрігерлердің өзі қойған кезде айтады, мен сізге пока что осыны қойып жатырмын, анализдеріңізге қарап, баланың жаңағы қабылдауында өздері қабылдайын сипай, жаңағыдай чувствительностьті тексереді ғой, сондай нәрселерді тексере отыра қойып жатырмын дейді. Бірақ сіз жұмыс жасасаңыз, балаңыз вообще басқаша болып өзгеріп кетуі мүмкін. Ол кез келген ата-анаға солай да, бөлініп барады, сол жерге диагноз қояды, бірақ баламен жұмыс жасаған кезде может өзгеруі мүмкін. Дәрігердің өзі бізге сөйтіп айтты. Сондықтан да тек бір нәрсеге қадалып қалып, дәрігер айтты, ойбай болды деген болмайды. Жұмыс жасаңыздар. Ниет, ата-ананың ниеті өте қатты әсер етеді. Жаңа айтып жатыр ғой, диагноз бар ма ондай деп. Бір қағаз көрдім. Айта кетейін, қағазды көрдім. Балада ЗПРР деп қойған, соңына назначение натроп берген. Церебрализин, актовигин. Егер дәл осындай жағдай болса, 2 километр жерден қашыңыз. Жүгіріп қашыңыз ол дәрігерден. Қажеті жоқ. Ауыр болса да. Себебі, тағы мынандай жағдай болды. Аталардың құлағына шалынсын деп отырған ғой осы жағдайлар. Сосын бастаймын да. ЗПРР басында қояды. ЗПРР, одан раз ЗПРР, ЗРР дейді. Кейін раз ЗРР, растан шығып кетті дейді. Айтады ғой, сөз бар ғой. Адам ауылдан шықса да, адамның ішінде ауыл шықпайды деп. Адам ауыл болып қалады. Балада рас болса, баладан рас ешқашан шықпайды. Ерекшелік. Менің өзім рас адаммын. Бала күнімде мен класстарымның бәрі таниды. Менің өзім аутистический бала болдым. 7-8 классыма дейін мен баламен араласпайтын едім. Ешкіммен ойнамайтын едім. Медицинаға түстім. Адаммен араласпай, тек кітап маған ыңғайлы. Адаммен сөйлескім келмейді. Бірақ мен өзімде байқаймын, әлі күнге дейін ерекшелік бар. Мен жолдасым да ренжиді маған. Бір үйде тұрсақ та, менің баламның болу себебі де осыдан болуы мүмкін. Менен кінәрат. Көбіміз байқамаймыз. Барлығында болуы бар, болуы мүмкін. Яғни адамнан шықпайды дегенім ғой, ешқашан бұл диагноз бір диагноздан бір диагноз ауыспайды. Соны ескеру қажет. Енді бұл диагноз ба деп жатырық. Бұл ауру емес, бұл расстройство, ерекшелік дедік. Ерекшеліктердің өзін, растың өзін, жаңа айтып кеткенде, детский аутизм деген бар. Рас деп отқаныңыз. Рас үлкен топ. Біздің тобымыз рас. Мен детский аутизммін, атипичный аутизм, синдром Аспергера, сіз, мысалы, СДВГ-сіз деген секілді. Үлкен арнайы топ. ЗПРР, ЗРР деген диагноз жоқ. Аутизм бала қандай болады? Аутизм бала ешқашан ешкіммен қарым-қатынасқа түспейді. Түсуі мүмкін. Көбісі маған қарсы шығуы мүмкін. Менің балам түсті ғой. Аутизм 12 жаста деп. Түсуге болады. Барлығын өзгертуге болады. Мынаны дамыту арқылы. Сипап, сүйіп,
құшақтап коммуникацияны қалыптастырса, баланы бері өзіне қарата жақындатуға болады, өзгертуге болады. Бірақ бала ешқашан ол диагноздан шықпайды. Күндердің бір күнінде көрінеді уақыт өте. Қандай да бір белгісі, малейший белгісі қалады. Енді диагноз деп жатырмын, ауытқып кеткен жоқпын ба? Жаңа айтып жатырсыз ғой, диагноз ол қалай деп та, например, әр дәрігердің алдына барған кезде әр дәрігер әртүрлі өзінің көріп тұрған затын қояды да. Например, мен қанша дәрігердің алдына бардым, бір дәрігер ЗПР деп айтты, біреу ЗПР с элементами аутизма деп айтады, біреу рас деп айтады да. Біреу айтады, вообще сенің балаң енді қазіргі жағдайы ЗПР-дің жеңіл түрі дейді да. И сосын жаңа осы бір 3 айлықтың кезінде мен дефектологқа баламды бердім. Осы уақытқа дейін үйден жұмыс жасадым. Енді жұмысқа шыққаннан кейін басқа маманға тапсыру керек болдым да. Сол маманға тапсырған кезде мен оған диагнозын айтқан жоқпын. Баламды диагностикаға апардым. Осындай бұзылыстар бар, бұзылыспен жұмыс жасаймыз деді. Жақсы, сізге сендім, тапсырдым баламды. Үйден жаттығуларын әжесі орындайды. Мен балам Ақтауда қатынап жатыр да, сол дәріге дефектолог үшін Ақтауға жібердім. Сол жерде енді әжесі барлық жаттығуларын жасайды, жібереді. И мен жаңа айтқандай вообще диагноз туралы тема қозғаған жоқпыз сол кісіменен. Содан кейін 1-2 ай жұмыс жасағаннан кейін маған айтады да, сіздің балаңызда коммуникация жоқ. Коммуникация жоқ. Мен жалпы ішім білет, менің балам рас екенін мен білем өзімді. Қанша жерден дәрігер маған ЗПР десін, не деп айтса да, мен баламмен 24-те жетіп отырдым ғой, баламмен қаншама жұмыс жасадым, менің ішім білет, менің балам рас екен. Сол үшінде мен ол кісіге айтқан жоқпын диагнозын. Содан кейін айтты, сіздің балаңызды дефектологпен коммуникация қою болмайды. Өйткені баланың жасы кетіп жатыр. 5-те да, уже 5-тен кетті. Алба терапиямен қоямыз деді коммуникацияны. Албаның элементтерін қосам деді. Жақсы, қосыңыз дедім. Баланың қабылдау деңгейіне байланысты бала шыға ма шықпай ма қараймыз деді. Баламен 1 ай жұмыс жасады. Мен кеше жақында баламды көрдім, қарадым. Ол апайының қасында коммуникацияға түседі. Ол әжесімен коммуникацияға түседі. Менімен коммуникацияға түседі. Ол бірақ қоршаған ортадағы басқа адам келіп сол сұрақты қойса, ол жауап бере алмайды. Өйткені ода рас. Ол тек қана танысқан адамдармен коммуникацияға түседі, білетін адамдармен коммуникацияға түседі. Көзге үйреншікті күнде әжесін көреді, атасын көреді, папасын көреді, сонымен коммуникацияға түседі. Ал сырттан сіз келіп атың кім деген сұрақты қойсаңыз, ол сенің бетіңе қарап тұрады. Не деп тұрсың дегендей қарап тұрады. Ал сол сұрақты мен қойсам, менің атым Мансур деп жауап береді. Үйде інісімен ойнайды, потому что күнде көріп жүрген адам. Ойыншығын бөліседі, оны жақсы көреді, котенок деп ат қояды да оған. Ал қоршаған ортада басқа площадкадегі баламен ойнаса, ойнай алмайды. Өйткені ода коммуникация жоқ. Содан кейін мен білем да, менің баламда рас екен. Қанша дәрігер, қанша жерден ЗПР жеңіл түрі шығасың дейді, но мен білем оны. Бұл жүрген ЗПР деген айтып отырмын, диагноз жоқ деймін да. Енді қарапайым тілмен арнайы былай түсіндіріп жіберейін да. Қазақстанда облыс бар. Қазақстан бұл мемлекет. Осы аурудың барлығын байланыстыратын расстройство развития деген бір. Даму бұзылыстар деген арнайы мемлекет бар. Даму бұзылыстарының өзі 1942 жылдан бері диагностикалық және статистикалық руководство бар дедім ғой. Сол 1942-ден бері Америкада жыл сайын өзгертіліп тұрады. Соңғысы 5-ші басылымы. 5-ші басылымында бөлінген аурулар. Ең бірінші аурулары осы. Мына интеллектуалды қабілеттің бұзылысы деп айтады. Интеллектуалды бұзылысының қабілеті деген IQ-дің өте төмен болуы. IQ-мен бағалаймыз. Одан кейін аталатын, қазір көбісі ЗРР деген диагноз қояды ғой. ЗРР деген диагноз жоқ. Арнайы алып келіп отырмын мен. Ол вербальды бұзылыс деп аталады. Вербальды деген ауыздан шығатын барлығы. Ол тіл бұзылысы, сөйлеудің бұзылысы и заикание дейді. Тұтығып сөйлеу. Оны ЗРР деп айтады. Қазіргіде да, бірақ білмеймін қайдан шығарылғанын, бірақ ЗРР деген диагноз жоқ. Осылардың біреуі болады. Одан кейін айтып отырған рас, ол бөлек облыс, рас деген. Растың өзінде жаңағы ауру ерекшеліктер. Енді сонымен қатар мына СДВГ-ның өзін бөлек қояды. СДВГ баланы интеллект сақталады, бірақ атына қарамайды, бала жүгіріп жүреді, аутизм сияқты белгілер.
бірақ СДВГ деген диагноз. Одан кейін моторика, қозғалыстың бұзылысы, синдром Туретта деген бар, Тики деген бар, бет былай мыжырыла беретін. Әр облыс бар. Жаңа Сағадат айтып отыр ғой, Сағадат, сен менің баламда рас депті. Растың ішінде қай түрі мысалға да оны анықтап алу керек. Тек рас деген болмайды. Жай тек айтып кетейін, жай тек белгілері шығар әзірге да, нақты қоюға, себебі нақты диагноз қою үшін, нақты балаға мынандай расстройство деп нақты қою үшін міндетті түрде бала психикалық тұрғыдан бағалана алу керек. Арнайы инструмент әлем бойынша жоқ. Тек баланың сыртына қарап бағалаймыз. Бала жауап қата ма? Сол үшін 3 жасқа дейін, мына 5 жасқа дейін қалды ғой қазір. 5 жасқа дейін балаға психикалық диагноз қойылмайды. Неврология болып есептеледі. 5 жастан кейін балаға міндетті түрде психика қояды. 5 жастан кейін бала себебі коммуникацияға түсу керек. 5 жасқа дейін норма болып есептелуі де мүмкін, индивидуально. Баланың жаңа аталып өткен анасының жағдайы, басқасы, анауысы, мынауысы, атасы, әжесі барлығын есептегенде 5 жаспен тоқталуымыз керек. 5 жастан диагнозға шығарып жібереді. Мен шынайы аутизмді көрдім. Шынайы аутизм Жаңаөзенде бар. Енді атын айтсам болмайтын шығар да, атын айтуға болмайды енді. Жаңаөзеннің көбісі тарайды, арнайы орталығы бар, арнайы балаларды әзірлеп жатыр, шығарып жатыр, арнайы садигі бар. 14 жасар шығар, енді қазір баласы үлкен болды. 14 жасар ұлы бар. Әлі күнге дейін бала әлі аутизмнен шыққан жоқ, классический аутизм. Ал біздің балаларымыздағы аутизм деп айта алмаймын. СДВГ болуы мүмкін. Жаңа коммуникацияның бұзылысы болуы мүмкін. Бала коммуникацияға түсе алмайды. Солар болуы мүмкін. Ал шынайы аутизм болса, Сағадат, балаңды одан шамалы көмектесесің сен коммуникация ретінде де. Ал ешқашан баланы ол ерекшеліктен алып шыға алмайсың. 14 жасар бала әлі күнге дейін мамасымен барып келеді, мамасы қорқады. Әлі күнге дейін қолын сермейді. Инстаграмын тастап кетем, себебі орыс блогер бар, нағыз аутизм бар. Бете береді. Сіз сөйтесіз бе? Стереотип әлі күнге дейін. Былай отырады. Аутизм. Ал біздің көріп жүргеніміз аутизм емес. Шынайы аутизм 100 баланың біреуінде ғана болады. Ал қазір бәріне қойып жатырған аутизм емес. Мен сол үшін американдықтарға қызығам. Сол жаққа барып оқығым да келеді, сол жаққа барғым да келеді. Әлі күнге дейін де исмаил тапсырып барып көргім келеді. Себебі жаңа айтып отырмын ғой, біздің медицина көтеріліп келе жатыр. Алдыңғыдан өте жақсымыз. Жастарымыз ізденіп жатыр, барлығын оқығымыз келеді, әртүрлі информация жинағымыз келеді. Бірақ мен де ренжімеймін, бірақ нулевой уровеньдеміз әлі. Себебі Союздың ЗПР мен ЗРРінде жүрік әлі. Ал жаңағы диагноздар бар. Қосымша жаңа айтқанның барлығын текст ретінде жазсаңыз, интернеттен оқысын. Жалғыз дәрігерлер ана емес, ата-аналар, қарапайым адамдар барлығы оқу керек. Ешкім бұл ерекшеліктен сақтанған емес, сақтанбайды да. Менің өзім керемет басқа жаққа кетем, бүйтем, сөйтеп жеп жүрген адам оқыстан келді да, балам осындай болып қалды. Сондықтан қосымша біліп жүру керек деп отырғаным ғой. Ал рас деп аутизм деп мүмкін емес. Шығарып алу. Яғни сіздің айтайын деп отырғаныңыз, мысалға енді аутизм, жалпы осындай аурулардың ерекшеліктердің ертеден былай анықтап, ертеден осылай анықтап келе жатқан мемлекеттерде бұның арасында аражігі кәдімгі анық көрсетілген да. Яғни бөлек не қыл дейміз, коды бар, бөлек жаңа несі бар да, өзінің атаулары бар. Бізде бұл мәселеде әлі ондай бөліс жоқ та, солай ма? Толыққанды жауабымыз жоқ әлі күнге дейін. Жалпы деген андай веб-тарда отырады ғой, МКБ кодпен барлығын. Диагнозда МКБ код болады, мемлекеттік кодта, сол код жазасың, сонымен диагноз шығады. Бізде деген жаңа ЗПР, ЗР деген ондай код жоқ. Жаңа айтып жатыр ғой, барлығы бөлінеді, МКБ-дан қарасаң олар басқаша шығады деп та. Жалпы бір теңеу айтып кетейін. Соңғы бір оқыған кітабымда айтып жатады. Біздің көп балдарда бұзылыс, сенсорный бұзылыс қой, сырттан келіп жатқан жүйені балдар ақпараттан миымен қорыта алмайды. Соның кесірінен жаңағы стереотиптер пайда болады да, өзін қорғау мақсатында, өзін тыныштандыру мақсатында сондай стереотиптерді жасайды бала. Ол стереотиптер аутизмнің стереотиптеріне ұқсап кетеді. Но баламенен уақытылы сенсорикамен жұмыс жасасаң, ол стереотиптерді басуға болады. Например, құлағын жабады деп айтып жатырмын ғой менің балам. Вот соның барлығын
сенсорикамен дұрыстап жұмыс жасаса, білікті маманға түссе, соны коррекция жасауға болады. Бірақ егер бала шынымен аутизм болса, ол коррекция жасалмайды. Просто оны сол ортада қорғап қаламыз. Например, түзу жолмен ЗПР баламенен истинный аутист баланы алатын болсақ, жаңағыдай сенсорный дисфункциясы бар балада құлақтың жабуын қойдыруға болады. Оның түрлі техникалар бар. Оны қойдыра аламыз. Ал аутизм баланы оны қойдыра алмаймыз. Аутизм балаға соны ыңғайластырамыз. Постоянно капюшонка киіп жүреді ол бала, либо айттым ғой, постоянно наушникпен жүреді. Оны дисфункциясын жаңағыдай қойдырамыз, дисфункцияны шешімін тап сенсорикамен реттейміз, ал аутизм баланың өмірін жеңілдетеміз тек қана. Уже оған түсіндіреміз, уже шумда, например, біздің сенсорный дисфункциясы бар балдарда ретке келіп, коррекцияға келіп, өмірді ары қарай сүріп кетеді ғой. Ал истинный аутизмде олай болмайды. Например, бала жолдың бойында пешеходпен кетіп баратады, ол бала именно мопедтің дауысынан қорқатын болса, мопед өткен кезде балаға әлем басқаша болып өзгеріп кетеді. Баратта оған жаңағы жол, жер жоқ болып көрінеді. Оның визуалында айтып жатырмыз ғой, әлемі бар деп. Оның әлемінде жаңағы жер жоқ болып кетеді. И ол баратта өзі қорқады, құлағын жабады, бір бұрышқа отырып, кәдімгі сондай жағдайға түседі. Ал енді ол истинный аутист қой, оның алдын алу үшін уже ата-анасы соның өмірін жеңілдетеді. Құлағыңа наушнигін тағып жүр. Сырттағы болып жатқан, пешеходта болып жатқан мопедтің, машинаның дауысы оның тіке кетіп бара тұрғанына кедергі жасамау керек. Сол кедергі жасамаудың алдын алуымыз керек. Например, жаңа кітапта деген бір күшті теңеу айтылған. Истинный аутист бала мектепке барады. Мектепке барады, басқа балдармен коммуникация түсуге қорқады. Ол бір жерде отырып, жаңа стереотип жасап отырады, бірдеңені тықырлатып отырады, болмаса айқайлайды, болмаса айналады да. Ал ол жерде ол аутист болса да мектепке барды, 20 балаға кедергі жасап жатыр бір өзі. Оның алдын алу үшін шетелде сол баланың ыңғайына қарай жағдайын жасап қояды да. Ол бала өзінің сыртқы ортадан келіп жатырған ақпаратты өңдеу үшін ол бала батутта секіру керек. Ол үшін сол бала үшін арнап батут алып қояды. Ана бала барады, батутқа секіреді, вестибулярный аппаратқа стимулизация алады, содан кейін барып успокоиться етіп отырады. Вот сондай баланың өмірін жеңілдету болады да. Біз соның барлығын жан-жақтан қарастыруымыз керек. Мұндай сұрақты, қызықты сұрақ. Біз осы Олимпиада ойындарын қараймыз ғой. Сонда жазғы ойындарда менің есімде американдық Майкл Фелпс деген жүзуден чемпион бар. Бір Олимпиада ол 14 дүркін чемпион болды. Және сол нелерде жазды сайттарда, ол туралы жазған кезде ол аутист деп жазды да. Енді мен сұрағым, яғни аутизм немесе осындай бір ерекшеліктер адамның кейбір қабілеттерін күшейте ала ма? Мен айтып өтейін, жалпы бізде деген қоғамда мынандай қате ой бар. Аутист баланың барлығы өзінің бір склонность, жаңағыдай айтып жатыр ғой. Жоқ, жетпейді. Аутист бала гений деген бір қате ұғым бар да. О, ЗПР жаңа айтып жатыр, бізде невропатологтар ЗПР, ЗР деп қойып береді. ЗПР, ЗР балдар умственный отсталый болып қалады, емделмесе. Аутизм бала ол гений дейді. Кейбір ата-аналар болады, ЗПР болғанша менің балам не үшін аутизм болмайды дейді. Ол қате ұғым. Сіз деген аутизмнің қандай екенін білмейсіздер. Ол өте бөлек әлем деп айтып жатыр ғой дәрігер. Ол бөлек әлемді. Сосын ойлайды, жаңағыдай интеллектісіне қарай аутизмнің өзі бөлінеді деп жатыр ғой. Низкий интеллект, сохраненный интеллект деп та, ол аутизмнің ішінде де 100-ден 1 кездеседі, ол баланың гений болуы. И ол сол генийлікті тауып, ата-ана ары қарай алып кете алса, одан гений шығады. Ал ата-ана соны генийлігін тауып алып кете алмаса, кешірерсіздер, баланың болашағы өте қиын болады. Сол үшін ата-аналарға айтқым келеді, ЗПР болғанша аутизм болса екен деп тілеудің қажеті жоқ. Олар ойлайды ғой, аутизм болса, все, ол значит гений, мен одан бірдеңе шығара аламын дейді, ол қате ұғым. Енді жаңа неге келейік. Арнайы бір мамандық бойынша керемет болып шыға ма деп тұрсыз ғой енді. Бір бағытта керемет болып шыға ма деген. Ол ұғым дұрыс. Себебі неге? Қарапайым. Мен көзімді жұмсам, құлағым жақсы естиді.
Құдай көзі көрмейтін адамдардың құлағын керемет қылып жаратқан. Ал құлағы мен көзі көрмейтін адамның қолдары, тері мүшесі керемет қылып жаратқан. Көзі көрмейтін, құлағы көрмейтін адамдар кітап жазады, кітаптары бар. Құлағы естімейтін, қолы жоқ адамның көзі керемет көреді. Аяғы ловкий, жылдам болады. Кімнің қай жері дұрыс жасамайды, сол адам керемет болады. Ал аутизм, жаңа айтып отырмын, аутизмнің ақыл есі сақталған түрі болса, IQ жақсы түрі болса, ол менімен де араласпайды, сізбен де араласпайды, ешкіммен араласпайды ғой, ол бала не істейді? Тек қана бір бағытта жүреді. Күнде бассейнге барады. Күнде бассейнге барған адам қандай да ерекшелік, ол инвалид кісі болса да, күнде бассейнге апарып жүрсеңіз, одан керемет адам шығады. Мессидің өзі синдром Аспергера бар дейді, Мессидің өзінде. Гиперактивностьтің СДВГ мен синдром Аспергерада ол кісі ажыратпаған. Жалпы екеуінің біреуі мүмкін, бірақ синдром Аспергерада жоғары қойған аутизмнің бір түрінде, интеллекті сақталған түрін. Ол кісіні ата-анасы гиперактивностьті басу үшін поляға жібереді екен. Жүгіріп жүреді. Менің балам да сондай. Жүгіріп жүреді. Жүгірудің арқасында, аяқ бұлшықеттерінің күшеюінің арқасында ол кісіде ловкость пайда болады. Дәл солай. Тек өзімен өзі жүрген адамға бір бағытты берсеңіз, ол керемет шығады ол адамнан. Қай түрде де художник шығады. Даже Америкада синдром Аспергерамен нейрохирургтар бар. Миға керемет операция жасайды. Кинода бар. Интернеттен оқып көріңіздер. Кино емес, ол шын өмірде де бар. Инстаграмнан нақты мынау деп қазір атын айтпаймын, көрсетіп кетерім. Нейрохирург бар, синдром Аспергера. Өте керемет, Францияда өте керемет аутизмі бар, өте керемет суретші бар. Суреттері бірақ қорқынышты. Көздің суреті, адам пышақтап жатырған сурет. Даже шизофреник бар. Француз шизофреник суретші. Өзімен өзі отырған соң, қандай да бір мамандықтан керемет адам шығады. Жай ғана ата-ананың бағдар беруі. Сол баланың миының қай зонасы жақсы жасайды ол баланың. Сол зонасын тауып алу. Ол баланы солса үйде ұстама деп қиналатыны сол үшін бәріміздің бір бағытын, миының қай бөлімі жақсы дамиды, соны тауып алуымыз қажет. Жаңағы шығады әрине, егер жақсы мамандыққа бару керек. Умственно отсталость болмаса. Жалпы жаңа мен де дефектологым айтамын ғой, маған ептілік жағын тауып беріңізші деп та. Спортқа епті ма, ол суретке епті ма, маған ептілігін тауып беріңіз, мен соған қарай қосымшаға бермесеңіз оны қалай табасыз? Сағадат? Бермесеңіз қалай табасыз деймін. Жоқ, енді сон бассейнге беру керек. Қазір арнайы Ақтауда, чатын жазып кетейін ата-аналар үшін. Арнайы Ақтауда форум бар. Танцевальный форум. Аутизм балаларға арналған. Америкада даже Инстаграм жазып кетем, синдром Дауна және аутизмі бар екі қыз бен жігіт бар. Арнайы жазып кетпесем сізге жіберіп. Керемет. Қалай дейді, ча-ча-ча билейтін бар ғой, арнайы басқаша деп айтады. Тырсиып киіп алған. Солар керемет арнайы чемпион әлем бойынша. Бірақ және паралимпийскийде инвалидность бойынша арнайы чемпиондар бар. Ата-аналары Америка дейміз, барлық дамыған балдар сол жақта. А біздерде үйде отырып қалады. Сен де бер, бассейнге беріп жатыр, мен баламды қазір. Бассейнге бер, танцевальныйға бер, жолдасыма танцевальныйға беремін десем, неге бересің? Менің бала боксер болады. И так миы зорға жүрген бала, бір күні соққыға береді. Жоқ қой балаң деймін да. Сол сияқты бәріне бере береміз. Ол дефектолог сөздің шынын айтайын, көп Жаңаөзенде байқағаным ақша ғой тек. Тек ақша үшін жүрген адамдар ғой. Результат үшін емес, тек сіз ақша беріп, кредитім төлеп өтіп кетсем деген ғой. Сіздің балаңызша ешкімнің жаны ашымайды. Әр жерге беріп, проработка жасап, өзіміз таппасақ. Ай бітпесе сағат бөлже кетсем. Енді кез келген ата-ана маманы өзінің жақсы маманымен отырып, сол ерекшелігін табу керек қой, баланы анда береді, мында береді. Сосын жаңағы толықтай Ақшолпанға келсем, баланы түрлі бағыттан табу керек. Сосын жаңа ата-аналардың бір сұрағы болады да, баласын нормаға шығарады да, сосын құрсыншы деп отыра беретін да. Ол кезде мынандай болады, біз ми уникальный ғой, ми дамый береді. Біз оның қай кезде тоқтап қалатынын да білмейміз, қай кезге дейін оның дамый беретінін де білмейміз да. Сол үшін кейбір ата-аналар баласымен жұмыс жасайды да, 5-ке дейін сөйлетті, мектепке берді дейді да, ары қарай баламен жұмыстанбай кетеді да. Негізінде уже балаға баста жаңағыдай
диагноз қойылды ма, ата ана поддержание деген болады. Баланың сол деңгейіне түсіп қалмау үшін баламен кәдімгі подросток жасқа дейін үйленгенше сол баламен алысу керек. Көп орталықтар 7 жас, әрі кетсе 9 жасқа дейін қабылдайды. Одан кейін баланы не істеу керек? Баланы легкий атлетикаға беру керек. Басынан соққы алмайтын спорт түріне беруіміз керек. Футбол бар, жаңағы айтып жатқан бассейн, теннис, гимнастика, сондай бағытқа беруіміз керек. Осы орайда мен тағы бір нәрсе сұрап кетейінші, енді жан-жақты араласамыз ғой спорт. Оның ішінде жаңағы ұлттық спортпен да. Мына ипотерапия деп жатады. Да? Ол да меніңше осы американдық бағытта ғалымдармен не істелген, расталған. Иә, ипотерапия бар. Сосын анау мен білем, енді бізде дельфинарий жоқ. Мысалы дельфиндармен байланыс баланың. Ол тек қана осындай ақауы бар балалар емес, тіпті сау балалардың жалпы олармен араласып, сол бірге судың ішінде болуы, немесе жаңағы жылқыға міну, енді ол біздің төл нәрсеміз ғой, төл мәдениетіміз мысалы. Осы нәрсенің өзі былай айтқанда барлық нәрсеге әсер етеді дейді, жақсы әсер етеді, жаңағы дамуына. Жамбату, білмеймін, аударысу, енді көп қой ұлттық спорт мысалы қарап отырсақ та. Арпалысудың, жаңа айтып отырсыз ғой, арпалысудың өзі солай екен. Арпалысасыз ғой, коммуникация, координацияны сақтап үйренеді екен. Бала бір-бірімен лақтырып, күрестің өзі, ұлттық деп отырсыз, күрестің өзі. Жаңа ипотерапия дегенде бала секіреді ғой, секірген уақытта жан-жақты қабылдап, координациясын бала өзін ұстап үйренеді екен. Сосын мына жылқының терісі сожасын әсер етеді. Температурасы, оны жайдақ мінгізу. Иә. Сосын жылқыға мінген кезде, тек қана жылқыға мінген кезде ғана болатын қимылдар болады екен. Яғни омыртқада, бел омыртқада. Ондай қимыл басқа еш нәрседе болмайды. Жүргенде, жүгіргенде, басқа секіргенде болмайды. Сонысымен ерекше екен. Оны тіпті мына біздің асыл дінімізде де хадистерде келеді. Мысалы, балаларыңызды үйретіңдер дейді да. Садақ атуды, жүзуді және жылқыға мінуді дейді, күресуді дейді, 4 нәрсені айтады да. Яғни біздің жаңа ұлттық кейде ойлаймын, біздің сол ата бабаларымыз ұлттық спортты негіздегенде сол нәрселерге негіздеген ғой деп та қарап отырамын да. Қазағым жақсы болған негізінде. Себебі мысалы көп жерде Таиланд сияқты бір жерде бір қораз төбелестіріп жатады ұлттық спорттың деңгейінде да мысалға оларда. Кешегі дәрігерлеріміз айтады да, біз Франциядан келген дәрігерлерден оқып жатырық дейді да. Бәріміз аузымыз ашып қарап отырғанда бүткіл өзіміздің өнімдерімізді өзімізге беріп жатыр. зерттеп отыр ғой қазір. Аутизмге қарсы. Атын ауыстырып, біздің өзімізге сатып жатыр ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Жалпы бұл жерде айтатын нәрсе, ата-ана сауатты болса, бала жақсы болады. Іздену керек, ата-ана ерінбеу керек, бір түсінгенін қорытайықшы да. Ерінбеу керек, іздену керек, және жауапкершілік сезіну керек. Және бұл шығарылымның тағы бір түйетін нәрсесі да, Алла бізді ондай сынақтан сақтасын әрине. Бірақ сондай сынақ келмеді екен деп біздер немқұрайлы болмайық. Яғни балаңыз сау ма, соған шүкіршілік ретінде балаңызбен айналысыңыздар. Әсіресе әкелер, жаңа айтып кетті ғой, енді әйелдер қауымы уақ деп отқан шығар. Себебі бұл нәрсені өзім де білемін да, себебі енді ер адам ретінде. Бұл өте маңызды нәрсе. Сондықтан енді бір сұрақ бар қалып қойған. Жалпы емдеу орталықтары Қазақстанда, біздің өңірде қайда барады, қайда хабарласу керек? Осы қысқаша айтып кетсек, сонымен. Ең алғашқы балада анықтадыңыз белгілерін. Жаңаөзен қаласында теңгеде ПМПК деген бар. Жаңаөзен қаласы бойынша айтайын да. Ақтаулықтарда бар шығар енді. Жаңаөзен қаласына түйінделетін болсақ, ПМПК деген бар теңгеде. Комиссия арнайы өткізеді. Баланы тіркеп қоясыз алдын ала апарып. Ол 1 апта бола ма, 1 ай бола ма, 2 апта бола ма. Сізді арнайы шақырады. Логопед, дефектолог, психиатр, невропатолог, сурдолог, құлақтың естуін анықтайтын барлық мамандар отырады. Барлық неден өттіңіз, неден өтпедіңіз, барлығынан сізге заключение береді. Может, сіз баланың құлағын сурдологқа апармаған шығарсыз. Мана ескермей кеткен КСВП деген бар арнайы. Құлақтан баратын звукты миға қабылдайтын сигналды арнайы токпен анықтайды. КСВП деген арнайы. Сол арқылы сурдологқа барады. Сурдолог құлақтың естуін анықтайтын. Сол жоқ па, қандай анализ тапсырдыңыз, не өттіңіз, не істедіңіз, содан кейін сізге соңында заключение береді. Может, көрсету мүмкін, сіз сурдологқа бұрын соңды бармапсыз, аппаратқа түсірмепсіз, аппаратқа түсіріңіз, сіз невропатологқа барып ЭГ-ге түсірмепсіз, ЭГ-ге түсіріңіз, сізге қосымша
жолын ұсынады. Үлкен бала болса инвалидность ұйымдастыру, мүгедектікке шығару. Тағы бір вариант, орталықта тегін түрде қызмет көрсетіледі ерекше балаларға. Күнде барады, садик, қарапайым садик. Өте керек. Жаңаөзен бойынша 38 ба 40 ба камерасы бар. Барлық жерінде. Туалетіне дейін бар. ГОВД-дан қаралып отыр. Көп ата-ана апармайды. Ол жерде өте жағдай нашар балалар деп та, олай емес. Өте жағдай қалыпты, қарапайым. Сөйлеуі тұтығатын балалар да бар ол жерге. Қаражат жоқ па? Сол жерге апарсын. Өте керемет психолог, дефектолог мамандары бар. Ақтауда да солай. Ақтау қаласында. Одан бөлек чаттар бар. Инстаграм, Телеграм. Енді мүмкіншілігінше сізге тастап белгілеп кетуге тырысамыз. Чаттарға кірсін. Мысалға Әсем ханымның мысалға арнайы несі бар, тамақ группасы бар. Тамақты да БГБДС деген, сізде платный болса БГБДСтің арнайы бесплатный тобы да бар Телеграмда. Қазақстан бойынша рас деген топ бар. Қазақстан барлық қалалары қосылған. Ішінде орталықтарды, мамандарды талқылап отыратын. Және Ақтау қаласында арнайы танцевальный форум бар. Одан бөлек, егер осындай ата-аналар бірдеңе бастағысы келсе, Ақтауда Атамекен ба, сол бар, Жаңаөзенде арнайы жас кәсіпкерлерді қолдау ма, жаңа айтып отырсыз ғой, сол жерде бар. Егер 1, 2, 3 балалары, мүгедек балалары болса, Нұр Отанға барып, үйге тапсыруға болады, инвалидностьке шығару болады. Енді қазіргі таңда бұл балалар ақша ғой, тұрған қазына ғой. Жаңағы бұл тақырыпты қозғай беретін болсақ, ол бір эфир емес, бірнеше эфир керек болады да. Бұның біз, например, 2 сағат болды ма білмейміз, ұзақ уақыт болды да. Менің бір ата-аналарға жеткізгім келетіні, бір ата-ананың маған сөзі қатты өтіп кетті да. Балаң кішкентай ма, жұмыс жаса, көп болса 2 жыл жұмыс жасарсың. Жаңа баланы қой жұмысты сылтауратып, баламен жұмыс жасамаймыз ғой. Көп болса 2 жыл, 3 жыл жұмыс жасарсың. Балаңның жасы 4-ке 5-ке келгенде ауру баланы өмір бойы бағасың деген сөзі маған қатты өтті да. Сол үшін жұмыс деген проблеманың барлығын ысырып, балаңызбен жұмыс жасаңыздар. Белгілі бір дәрежеге баланы жеткізгеннен кейін барып сол жұмысты жасап та үлгересіздер. Сосын жаңағы манада айтқанмын, бір қатты айтып кетейін. Ата-аналар жасы 40-қа келген әйелдер бар, баласын жаңағыдай жауапкершілікті өзінен ысырып тастап, ата енесіне жауып тастайды да. Сенің балаң 6-ға дейін келді, еш жерге апарған жоқсың, не істедің десе, енем рұқсат берген жоқ, атам рұқсат берген жоқ, күйеуім бүйтті, сөйтті дейді да. Сен не үшін жауапкершілікті атаң мен енеңе ысырасың? Жауапкершілікті баланы туған сен ғой. Сен өзің соны алуың керек, жауапкершілікті. Өзіңіз көтеріңіздер. Баланың 1 жасынан диагнозын білдіңіз ба, жұмыс жасаңыздар, баланың болашағын шаппаңыздар. Манадан бері айтып отырмын ғой. Сол үшін біреуді сылтау қылмаңыздар, өзіңіз ізденіңіздер, өзіңіз білім алыңыздар, көзіңізді ашыңыздар. Айтқым келетіні, жұрттар бүйтеді, көршісінің айтқанын тыңдап, баласын қайда болса сонда апарады. Ар жақтан күшті біреу келіп жатыр, бағасы осындай да осындай дейді, көршім апарды дейді, о да соған апарады. Уақытын өткізіп жатыр да. Маған бір ата-ананың айтқан сөзі бар, қайтейін баламның бұзылысын 1 жас жарымда анықтап баламмен жұмыс жасағанына не пайда? Баламды керек емес мамандарға апарып, баламның жасы 4-ке келіп, деңгейі өте төмен дейді да. 4-ке келгенде біліп жатырмын, дұрыс бағытты дейді. Сол үшін ата-аналар ізденіп, дұрыс бағытын уақытында алып, баламен жұмыс жасау керек. Соңғы затты мен айтып кетейін. Манадан барлық айтып, ата-анаға деп та барлық жауапкершілікті өзімізге алып, жалпы ойлаймын, осы подкаст сіздер үшін өте бір пайдалы болды. Сіз бұны көріп отырсаңыз, бұл бекер емес. Сізге хотя бы бір кішкене болсын себебіміз тиіп, хотя бы жолдасыңызға көрсетіп, міне осылай айтып жатыр екен. Бұл жерде келіп басқа біреудің өмірін талқылап жатқан жоқпыз. Бұл жолмен біз өзіміз жүрдік. Біреуміз жеңіл түрмен, біреуміз ауыр түрмен, біреуміз одан да бетер ауырмен жүріп, осы жолдан жүріп өттік. Сондықтан да сіздер үшін пайдалы болсын деп, сіздерге арнайы түсіріп жатырмыз. Сондықтан да бұл подкастты бастан аяқ тыңдауларыңызды сұраймын. Және де сізге өте көп рахметімізді айтамыз. Және де қыздардың атынан кішігірім сыйлығымыз бар еді, соны берсек. Рахмет. Тамаша. Бұл жалпы бір
какой-то бір 10% ақпарат қой айтылып жатырған. Бұл талқылана беретін болса бірнеше бөлімге бөлініп кетеді жалпы. Менде заключениесін қояйын деймін ба медицина тұрғысынан. Енді емі жөнінде айтып, емін қозғаған жоқпыз ғой. Емі жөнінде айтып кетейік. Бұл ем дейтіндей ауру емес. Бұл жай ғана ерекшелік. Бұл бала шықпайды емес, шығады. Күндердің бір күнінде шығады. Ол 1 жас болсын, 3 жас болсын, 5 жас болсын, басты сіз қабылдап, сол баланы жұмыстансаңыз результат болады. Және Алланың сынағы деп жатырсыздар ғой. Бұл Алланың сынағы емес, сөздің шын. Алланың сыйы. Себебі бұл бала келгелі өмірім өзгерді. Бұл бала келгелі мен иман дегенді түсіндім. Мен Аллаға деген құлшылығым, Аллаға деген сенімім арта түсті. Алла мені өзіне жақындаттырғысы келді. Қазіргі заман Алладан алшақтап кеткен заманбыз. Осыған дейін мен жаспын деп көп қателіктер жасағанмын ба, Алладан алшақтап кеттім. Алла маған арнайы бір баламды аутизм, бір баламды туберкулез қылып өзіне жақындаттырғысы келді. Алланың сыйы. Бұл аутизм бар барлық орталық, барлық бизнесвумен, бизнесмендердің барлығында аутизм бар. Қазір центр ашып отырған. Ол балалар ата-анасын төменнен шығарды. Барлығы бір үйлікте тұрғандар, солардың барлығы. Қазір керемет коттеджде тұр. Машиналары бар. Балдары да жақсы болды. Бізге беріліп жатырған керемет мүмкіндік. Алладан келген сый. Сынақ деп, бұл бала қасірет болсын. Сіз жұмыстан шықсын. Сіз ажырассын. Сіз сол ата-енеңізден кетіп қалсын деп емес. Сіз қайта қуануыңыз қажет. Бұл бала сізді сондай жолдастан алып тастады. Сізді сондай ата-енеден шығарып, сізге жауапкершілік артылып, сізді сондай жұмыстан шығарып, жаңа жол, жаңа бағыт, бағдар беру үшін келген Алланың сыйы. Керемет. Алланың берген оған дарыны. Дарын бұл бала, дарынды бала. Біз бұл сынақтан Алла бұйырса, өзімнің ойым шығамыз. 5 жаста шығайық, 10 жаста шығайық, 12 жаста шығайық. Үміт ешқашан сөнбейді. Үміт бар жерде Алла бұйырса емде болады. Рахмет, осындай әдемі нотада бүгінгі подкастымызды үміттенеміз. Енді көпшілікке пайдалы ақпарат болды. Бұл тек қана осындай ерекшелігі бар балалары бар ата-аналарға ғана емес, жалпы ата-анаға, жалпы замандастарымызға пайдалы болды деп үміттенеміз. Жаңа соны сенеміз. Енді рахмет сіздерге. Осындай тым жақсы қарындастарыммен танысқаныма қуаныштымын. Мәселелеріңіз, қиыншылықтарыңыз артта қалып, бір күліп еске алып жататындай күндерге жетуіңізді шын жүректен тілеймін сіздерге. Амандықта кездесейік. Еліміз аман болсын. Рахмет сіздерге.